Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар. Бүгін бізде геометрия курсының 3-ші бөлімі, 3-ші сабағы, яғни біз үшбұрыштардың биссектрисасы, медианасы туралы сөз қозғайтын боламыз, және де одан бөлек үшбұрышқа іште және сырттай сылған шеңберлерді қарастырамыз. Жақсы, енді балалар, алғашқы есебімізден бастайық. Бұл жерде біз өткен сабақтың бір-екі есептерін шығарамыз, сосын барып жаңа тақырыпқа қарай көшеміз, яғни синустар теоремасына қатысты болады. Жақсы, енді АБЦ үшбұрышында дейді балалар, АС, БС қабырғалар айтылған, Б бұрышы мен А бұрышы қатысты ақпарат берілген. Енді бізге биіктікті сұраған екен. Ең бірінші біз не істейміз? Әдеттегідей сызбасын сызамыз, иә? Бізде қабырғасы әртүрлі үшбұрыш айтылған. Мұнда А, БС деп жазып қояйық. Енді АС қабырғасы 2-ге тең екен, БС қабырғасы 3-ге тең. Енді кішкене мына жерде әріптермен келіспей қалды, ұзындықтарына қарасаңдар, бірақ в принципе ол біздің есепке қатты бір әсер етейін деп тұрған жоқ. Енді бізге не дейді? Б бұрышы А бұрышына қарағанда 2 есе кіші дейді. Яғни мына жер балалар бізде альфа болса, онда А бұрышы не болады? 2 альфа болады. Себебі есепте айтып тұр, Б бұрышы кіші дейді, 2 есе. Сондықтан да біз не істейміз? А бұрышы 2 альфа десек, Б бұрышы онда альфа болады деген сөз. Енді бізге А, Б қабырғасына түсірілген биіктік дейді. Так. Бізге міне балалар, мына биіктікті сұрап тұр екен міне. Вот, осы биіктікті біз табуымыз керек. Биіктік 90 градуспен түсетінін көрсеттік. Мұнда H деп қояйық. Жақсы. Енді балалар, есепте 2 бұрыш айтылып тұр, Б бұрышы, А бұрышы. Біз оны кешегі сабақта айтқанбыз. Егер есепте 2 бұрыш айтылса, уже бізде подсказка бар. Қандай подсказка? Синустар теоремасын қолдан деген. Давайте, синустар теоремасын мынау АБЦ үшбұрышы үшін қолданамыз. Синустар теоремасын АБЦ үшбұрышы бойынша. Енді альфаға қарсы жатқан қабырға бар. Получается, мен қазір осы екеуіне қатысты синустар теоремасын жазам. Ол қалай жазылатын еді? 2 бөлінеді синус осы бұрышқа, яғни 2-ге қарама-қарсы жатқан бұрыштың синусына, яғни синус альфа болады. Тең. Енді бізде не бар? 3 бар, және оған қарсы жатқан бұрыш бар. Осы екеуіне қатысты тағы да синустар теоремасын жазсақ болады. 3 бөлінген синус 2 альфа. Енді балалар қазір пропорциямен 2 бөлігін бір-біріне көбейтіп аламыз. Сонда бізде 2 синус 2 альфа тең, 2 синус 2 альфа тең болады 3 синус альфаға. Барлығын бір бетке жинақтаймын да синустың 2 еселенген бұрышын ашып жіберем. Яғни синус 2 альфада балалар 2 синус альфа косинус альфа болып ашылатын еді ғой. Алдындағы 2 бар, формуладан шығатын 2 бар, барлығы 4 синус альфа косинус альфа болады. Яғни міне синустың 2 еселенген бұрышын тригонометриялық формуланы қолдану арқылы аштым. Азайтылады 3 синус альфа. Барлығын бір бетке жинақтап жатырмын, тең болады 0-ге. Осы жерден синус альфаны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның ішінде 4 косинус альфа азайтылған, бізде 3 қалады. Тең болады 0-ге. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Синус альфа тең болады 0-ге, және де бізде косинус альфа тең болады 4-тен 3-ге. Яғни жеке-жеке 0-ге теңестіріп түбірлерін таптым. Енді балалар өздерің ойлап көріңдер. Бізде 3 бұрыш берілген. 3 бұрышта. Мына синус альфа тең 0 деп тұрды. Бұл 0-ге тең бола алмайды. Неге? Себебі бізде синустың мәні, қайталап айтамын, синустың мәні 0-ге тең болу үшін оның бұрышы либо 0 болу керек, либо 180 болу керек, дұрыс па? Кәдімгі тригонометриялық мәндер балалар, ұмытқамасыңдар. Сонда енді синус 0 градуста 0-ге тең, синус 180 градуста 0-ге тең. Бірақ біз үшбұрышқа қатысты есеп шығарып жатырмыз. Ал енді үшбұрыштың бұрышы ол 0 де бола алмайды, 180 де бола алмайды. Получается, біз мынаны полный игнор жасаймыз. Себебі бұл біздің есепте синустың мәнін қанағаттандырмайды. Хорошо? Яғни біз бұны не істемейміз? Жазбаймыз, ешқандай нәрсеге қолданбаймыз. Келесі. Енді косинус бізде берілген екен. Косинус альфа 4-тен 3 деп. Так, міне, косинус альфа 4-тен 3 деп берілген екен. Давайте біз енді қазір не істейміз? Косинус арқылы синустың мәнін анықтап аламыз. Бізге синус альфа анықтап алсақ, в принципе, есепті шығарып тастауға болады. Жақсы, енді косинус берілген жерде синусты қалай анықтаушы едік? Синус альфаны біз түбірдің астында бір азайтылған косинус квадрат альфа деп анықтаушы едік. Мен қазір формуласын жаздым. Енді бізде косинус альфаның мәні бар, ол 4-тен 3-ке тең ғой. Есілші балалар, мына 4-тен 3, ол міне мына жақшадан шығып тұр. Мына жақшаны 4 косинус альфа минус 3-тен 0-ге теңестірсеңдер, косинус альфа 4-тен 3-ке тең болып шығады. Так вот, бізде косинустың мәні бар. Мына формулаға әкеп квадраттап қоямыз міне. 4-тен 3-тің квадраты. Сонда бізде синустың мәні шығады балалар. Синус альфамыз бізде тең болады екен. Түбір астында 7 бөлінген 4 міне. Біз қазір мына жерде міне балалар синустың мәнін тауып тұрмыз міне. Синустың мәні табылды. Түбір асты 7 бөлінген 4. Жақсы, яғни мына жердің біз синусын тауып тұрмыз. Түбір асты 7 бөлінген 4. Енді балалар қараңдар, біз қазір міне мына үшбұрышта қарастырамыз. Мына жер, так, мына қабырға және мына қабырға міне. Так, ну давайте мына жерді бүйтіп
Вот осы үшбұрышты қарастырамыз қазір. Д деп қоя салайын. Д, Б, С дейтін үшбұрышқа қараймыз. Осы үшбұрышқа қатысты біз синустар теоремасын жаза аламыз ба? Жаза аламыз. Яғни міне альфа бар, оған қарсы жатқан h дейтін қабырға бар. Получается міне h бөлінеді синус альфа тең болады. Енді мына жерде 3 дейтін қабырға бар. Оған қарсы жатқан бізде міне 90 градус болады балар. Синус 90 градус. Неге 90 градус? Себебі мынау h деген балар сендерде биіктік. Биіктік ол всегда 90 градуспен түседі. Биіктік 90 градуспен түседі. Сондықтан да біз не істейді екенбіз? Осы 90 градусқа қарсы жатқан қабырғаны алады екенбіз. Синус 90 градусты сол үшін жаздық балар. 3 бөлінген синус 90. Енді орындарына апарып қоя саламыз, иә? Мына жерден h тең болады. Синус 90 градуста балар ол 1-ге тең. Кәдімгі тригонометриялық мән синус 90-да 1-ге тең. Получается 3-тің өзі ғана қалады. Оны көбейтемін синус альфаға балар. Көбейтеміз синус альфаға. Яғни міне былай қарай пропорциямен көбейтіліп кетеді. Енді бізде балар синустың мәні бар ғой есепте. Біз бағана оны тапқанбыз. Түп асты 7 бөлінген 4. Получается осыны орнына апарып қоямыз. Түп асты 7 бөлінген 4. Сонда бізде жалпы не шығады екен? 3 түп астында 7 бөлінген 4 шығады екен. Яғни балар біз бұл жерде қалай ойланамыз ОБТ-да келген кезде? ОБТ-да отсындар осындай типтес есеп келді. Ең бірінші нені сұрады әдеттегідей? Биіктікті сұрап тұр. Хорошо. Не айтылды? Бізде бұрыштар айтылды. Яғни екі бұрыш айтылып тұр. Уже біз кешегі сабақта оны айтып өткенбіз. Уже бізде екі бұрыш айтылса, демек бірден подсказка келу керек. Қандай? Синустар теоремасы. Ал егер екі қабырға бір бұрыш айтылса, онда косинустар теоремасы еді, иә? Есіміз ұмытып қалмайық. Сонымен бізде екі бұрыш айтылып тұр, демек бірден синустарды жаздым. Жалпы үш бұрышқа, мына жерде АБЦ-ға. Сөйтіп косинус альфаны тауып алдым. Косинус альфа арқылы синус альфаны таптым. Яғни Б бұрышы ең үстінде тұрған бұрышқа қараңдар, альфа. Сол альфаның синусын тауып тұрмын балалар. Енді біз қазір биіктікті табуымыз керек. Биіктікке қатысты бізге тек бұрышты ғана айтып тұр. Енді біз не істейміз? Тағы да синустар теоремасын қолданамыз. Неге? Себебі біз білеміз, биіктік ол 90 градуспен түседі. Получается, ДБЦ деген үш бұрышқа қараймыз да, синустар теоремасын қайттан жазамыз. Альфаға қарсы жатқан бұрыш ол бізде. Альфаға қарсы жатқан қабырға ол бізде биіктік. Сондықтан біз не істейміз? Биіктік бөлінген синус альфа, яғни Б бұрышының синусы, ол бізде синус альфа болып тұр. Синус альфа тең болады 3 бөлінген синус 90. Синус 90-да мәні 1-ге тең, синус альфаны пропорциямен көбейте береміз. Яғни осылай бірінен кейін бірін орындап отырады екенбіз, құрметті оқушылар. Кеттік келесі есепке ауысайық. Үшбұрыштың барлық қабырғалары берілген 3, 4, 5, оған ұқсас үшбұрыштың периметрі 24. Екінші үшбұрыштың үлкен қабырғасын табыңыз дейді. Енді балалар қараңдар, бізде не айтылып тұр? Бізде үлкен қабырғаны сұрап тұр. Окей. То есть үлкен қабырғаны табуымыз керек. Енді не берілді бізге? Бізге периметр беріліп тұр екен. Получается, қараңдар, сендерде екі үшбұрыш бар ғой. Мынандай бір үшбұрыш бар. А, Б, С дейтін. Келесі бізде тағы да бір үшбұрыш бар. Ол осыған ұқсас, бірақ кішкене өзгешелеу. Яғни қабырғалары ұзын болып орналасқан. Так, Д, Ф, G деп қоя салайық. Енді бізде мынау үшбұрыштың Д, Ф, G-дің периметрі айтылған. Осыған ұқсас үшбұрыш деп тұр ғой, осыған ұқсасын біз естіп алдық. Осының периметрі айтылған екен. Бұның периметрі бізде 24 дейді. Жалпы периметр деген не? Ол мынау А, Б, С-ның қосындысы ғой. А плюс Б плюс С-ның қосындысы. Тең 24 болып тұр. Ал енді давайте біз мынау кішісінің периметрін тауып көрейік. Кіші үшбұрыштың периметрі. Ол бізде 3, 4, 5. 3, 4, 5, иә? Периметрді табатын болсақ, бізде бұның периметр тең болады 12-ге. Енді балалар қараңдар. Мынау П1. П2 сендерде неге тең болып тұр? 24-ке тең болып тұр. Енді қараңдар, бізде ұқсастық коэффициенті деген бар балалар. Ұқсастық коэффициенті, оны К дейтін әріппен белгілейді. Ол К-ны табу үшін балалар біз не істейміз? Міне К-ны табу үшін П2 бөліп П1. Яғни екеуін бір-біріне бөліп жібере саласыңдар. Мына жерде П1 бөліп П2 де сендерде болады. Разница жоқ. Өздеріңе қайсысы ыңғайлы болып тұр, соны бір-біріне бөліп табасыңдар. Енді балалар қараңдар. Яғни мынаны біз нешеге көбейткен кезде 24-ті аламыз деген сұрақ қой, былайша айтқанда. Біз мына периметрді нешеге көбейткенде 24-ті аламыз. Әрине 2-ге көбейткенде. Получается, мен оның барлық қабырғаларын 2-ге көбейтіп шығуым керек қой, балалар. Барлық қабырғаларын мынау А, мынау Б, мынау С болса, мен осының барлығын 2-ге көбейтіп шығуым керек. Бұнда бізде мынау А қабырғасы мынада 3-ге сәйкес келіп тұр міне. Демек, 3-ті 2-ге көбейтемін, сөйтіп А қабырғасын табамын. Ол 6-ға тең болады.
BC қабырғасына қарайық. Ол бізде мынау B дейтін қабырға 4-пен сәйкес келіп тұр. 4-ті 2-ге бөлсем 8. Мына жерде енді ең соңғы табаны қалды 5, оны 2-ге бөлсем 10. Енді балар мына жерде де енді өздерің қосып көз жеткізіп көрсеңдер болады. 6 плюс 8 плюс 10 десеңдер 24 шығады. Яғни бізде ұқсастық коэффициенті орындалып тұр екен балар. То есть қараңдар, не нәрсені білуіміз керек? Бірінші, бұл есептесеңдер білу керек ақпарат ол ұқсастық коэффициенті деген ұғым. Қабырғалардың бір-біріне ұқсастығын табатын болсаңдар, К-да бір дәреже болады. Қазір ауданға қатысты бөлек табамыз. Сонымен ұқсастық коэффициенті қабырғаға қатысты айтылса, К-ның бір дәрежесі просто К-ның өзі. Енді бір үшбұрыш екінші үшбұрышқа ұқсайды деп тұр. Уже бізде ұқсастық коэффициенті деген ұғым енгізіледі. Периметр 24. Периметр 24, иә? Осыны жазып алдым. Жалпы периметр дегенде ол барлық қабырғалардың қосындысы. Енді, болмаса бұны қазір былайынан да бір түсіндіріп көрейін. Мен қазір кішкене түсініксіз деп айтқан секілдімін. Қазір былайынан бір түсіндірейін. Бізде периметр айтылып тұр, иә? Периметр дегенде ол А қосылған Б қосылған С тең болады 24-ке. Яғни міне қазір ұқсас үшбұрыштың периметрін жаздым. А плюс Б плюс С тең 24-ке. Ал енді бізде еще не бар? Келесі үшбұрыш бар. Так, мына жерде 24-ті өшірейін. Былай жазайын. Периметр деген барлық қабырғалардың қосындысы, иә? Енді былай жасайық. Бізде міне 3, 4, 5. Осыны жазам. 3 қосылған 4 қосылған 5. Енді астына ұқсас үшбұрыштікін жазам. Бағана айттым ғой, ұқсас үшбұрыш болған кезде біз оның қабырғаларын просто К-ға көбейтіп шығарамыз. Сонда 3К қосылады 4К қосылады 5К. Міне. Енді бізде балар, вот 3К қосылған 4К қосылған 5К жалпы неге тең болып тұр? 24-ке тең болып тұр, міне. Ұқсас үшбұрыш деп айтылып тұр. Получается, қабырғаларын К-ға көбейтіп шығарасыңдар. Осы жеттен енді бізде 12К тең болады 24-ке, К тең болады 2-ге. К 2-ке тең. Получается, мынаның каждый қабырғасын 2-ге көбейтіп шығарасыңдар. 6 болады, 4 көбейтілген 2 8 болады, және 5 көбейтілген 2 ол бізде 10 болады. То есть, сонда қадам бойынша не істейсіңдер? Периметр айтылды. Бірінші периметрдің формуласын жазасыңдар. Екінші, ұқсастық коэффициенті туралы айтылып тұр. Яғни ұқсас үшбұрыш десе бітті. Уже бізде ұқсастық коэффициенті айтылу керек. Жазылу керек. Ол үшін мен не істеймін? Бірінші берілген үшбұрыштың қабырғаларын қосам, яғни периметрін табам. Бірінші берілген үшбұрыштың периметрін табамыз. 3 қосу 4 қосу 5. Ол екінші қадам болды. Үшінші қадамда енді ұқсас үшбұрыш десе, мен осы қабырғаларда К дейтін коэффициентке көбейтуім керек. 3К, 4К, 5К. Осыларды қосам, есепте олардың қосындысы 24-ке тең деп айтылған. Сол үшін мен 3К, 4К, 5К-ны қосып, оны 24-ке теңестірем, К-ның бәрі 2-ке тең болып шығады. Получается, мынау 3К, 4К, 5К-ның барлығын 2-ке көбейтіп шығамын. Сол кезде менде міне 6, 8, 10 дейтін не шықты? 3 бұрыш шықты. 3 бұрыштың қабырғалары шықты. Енді осының ішінен бізге ең үлкенін сұрап тұр. Ең үлкені ол бізде 10. Получается, есептің шешімі Е нұсқасында орналасқан. Сызбасымен де, формуламен де көрсеттім. Келесі. Ұқсас үшбұрыштың аудандарының қатынасы берілген. Вот, кілт сөз ұқсас үшбұрыш. Уже бізде К бар. Енді балар қараңдар, олардың периметрлерінің қатынасы дейді. Бізде ұқсас үшбұрыштарда балар міне былай болады. S2-ның S1-ге қатынасы ол К квадрат. Вот, осылай жазылады балар. Ұқсастық коэффициенті ауданға қатысты айтылатын болса, онда К квадрат. Бұны типа былайынан түсініп алсаңдар да болады. Мысалға, мынау қабырғаға қатысты айтылып тұр да, мына жерде. Қабырға. Ал енді қабырғаның өлшем бірлігі балар. Қабырғаны біз қандай өлшем бірліктермен өлшейміз? Метр, сантиметр деген секілді өлшейміз, дұрыс па? Ал енді мына жерде бізде не айтылып тұр? Бізде аудан айтылып тұр, аудан. Ал енді ауданның өлшем бірлігі не? Ол метр квадрат. Получается, оның ұқсастық коэффициенті де К квадрат. Түсінікті ғой, егер көлем болғанда, көлемнің бізде өлшем бірлігі куб, получается, көлемнің ұқсастық коэффициенті ол К куб болатын еді. Вот, осылайда өлшем бірлігімен бүйтіп ассоциация жасап алсаңдар болады. Сонымен енді бізде не айтылған? 9-ның 16-ға қатынасы айтылған. Получается, 9 бөлінген 16 бізде тең болады К-ның квадратына. Ал енді бізде периметрлердің қатынасы айтылып тұр. P1-дің P2-ге қатынасы айтылған. Біз бағана айттық, P1-дің P2-ге қатынасы ол К-ның өзіне тең болады. Міне.
ұқсастық коэффициентіне бұл қабырғалардың бір-біріне қатынасы, яғни периметрлердің бір-біріне қатынасы, ол просто к. Ал енді аудандардың қатынасы ол к квадрат. Енді мен не істесем болады? Мынаның екі бөлігінде түбірге алып жіберсем болады. Сол кезде бізде к тең болады 9 түбірден 3 болып шығады, 16 түбірден 4 болып шығады. Получается, міне периметрлердің қатынасы, яғни к-ның бір дәрежесі ол 4-тен 3-ке тең екен. Ондай жауап бізде в нұсқасында орналасқан. Міне 3 бөлінген 4. Так, сонымен бір есімізге түсірейік. Ұқсас үшбұрыш деп айтылды. Ұқсас десе уже бізде ұқсастық коэффициенті деген нәрсе бар. Үшбұрыштардың аудандарының қатынасы. Міне формуланы жаздым. Аудандардың қатынасы ұқсастық коэффициентінің квадратына тең болады. Ұқсастық коэффициентінің квадратына. Ал қабырғалардың немесе периметрлердің қатынасы ол сендерде ұқсастық коэффициентінің өзіне тең болады, яғни просто к. Жақсы, енді так, біз бұл жерде тағы не айтсақ болады? Все, болды. Енді бізде аудандардың қатынасы айтылған, 9-ның 16-ға қатынасы. И ол бізде к квадратқа тең болып тұр. Себебі бұл аудандардікі балалар. Аудандардың ұқсастық коэффициенті к квадрат. Екі бөлігінде түбірге алып жіберсем, менде просто к шығады. Ал просто к деген ол бізде осы ұзындықтардың, яғни қабырғалардың ұзындықтарының немесе периметрлердің қатынасын білдіреді. Қатынасының ұқсастық коэффициенті, яғни. Так вот, сол үшін біз екі бетін түбірге алып жібердік. Сол кезде бізде просто к шықты, яғни к-ның мәні 4-тен 3-ке тең. Все, сонда дұрыс жауап бізде в нұсқасында орналасқан. Келесі. ДО кесіндісі ДБЦ үшбұрышының бисектрисасы. Егер БО 8-ге тең, БЦ 22-ге тең, ана жерде 22 сантиметр 6 деп жазылған, негізі қателесіп кеткен, просто сантиметр и үтір болу керек қой. Ноутбукке қарайтын болсаңдар, үтір сендерде 6 дейтін клавишта орналасқан кейбіреулерінде. Ну, короче айтқанда, жазудан қате кетіп қалған, сантиметр 6 дегенге мән бермей қойыңдар. В-да 12 сантиметр болса, ДЦ-ны табыңыз дейді. Жақсы, сызбасын сызайық. Бізде ДБЦ дейтін үшбұрыш бар екен, міне ДБЦ. Так, енді бізге не дейді? ДО кесіндісі бисектриса дейді. Бізде мынандай бисектриса бар екен. Бисектриса балалар бұрышты теңге 2-ге бөлетін, егер есімізде болса. БО ол бізде 8-ге тең дейді. Міне, мына жер 8. БЦ 22 дейді. Енді БЦ 22-ге тең болса, БО 8-ге тең болса, онда 30-ны таба аламыз ғой? Я, мына жер балалар общий 22. Мына жер ол 8 болып тұр. Енді біз мына жер таба аламыз ғой? 22-ден 8 алып тастаймыз, бізде 14 шығады. Жақсы, пока осын жазып қойдық. Енді бізге БД дейді 12-ге тең дейді. БД 12-ге тең. ДЦ-ны тап дейді. Мынаны сұрап тұр екен, X. Мен қазір просто не айтылды, соның сызбасын сыздым, басқа артық ешқандай амал жасамадым. Енді бала қараңдар. Бисектрисаның мынандай қасиеті бар. Мынаны бүйтіп, елестетіп, ассоциация жасап жаттап алыңдар. Мынау бисектрисаны былай қарай созып жіберсеңдер, қараңдар міне. Мынау типа бөлшекке ұқсап тұр, көрдіңдер ма? 12 астында міне бисектрисаның сызығы, бұл бөлшек сияқты болып тұр, и x. Тең, міне 8. Мынау бисектрисаның сызығы, бұл бөлшекке ұқсап тұр, міне бөлінген 14. Бисектрисаның балалар міне дәл мынандай қасиеті бар. Егер де оны біз қазір әріппен жазатын болсақ, так, қазір әріп арқылы жазатын болсақ, міне бисектрисада мынандай қасиет болады. ДБ-ның, міне ДБ-ның ДЦ-ға бөліндісі, так, мына жерде X жазылмай қалды. ДЦ-ға бөліндісі ол тең болады БО-ның ОЦ-ға бөліндісіне тең. Вот бізде бисектрисада осындай қасиет бар. Мен жаңа айтқаным сол, мынаны бүйтіп бөлшек ретінде жаттап алатын болсаңдар, мына 12 астында X жазылады, 8 астында 14 жазылады. И екеуін бір-біріне теңестіре саласыңдар. Вот осылай ассоциация жасауға болады. Мына 12 бөлінген X бізде тең болады 8 бөлінген 14. Осы жерден енді X-ті табатын болсақ, пропорциямен тауып аласыңдар. 12 мен 14 көбейтіледі, 8 бөлінеді. Кәдімгі чисто пропорция. Так, көрінбей қалмады ма? Окей. Енді осы жерден X-ті іздейміз. 12 мен 8-ді қысқартатын болсақ, 4-ке қысқартсам 3 мынаған 2-ден келеді. Мына 2-ге қысқарып 7 болады екен. Получается 3 пен 7-ні көбейтілсе 21. Яғни біздің ДЦ қабырғамыз балалар 21 сантиметр болып тұр екен. Жауабы Д нұсқасында орналасқан. Бұл жерде просто бисектрисаның осындай қасиетін білу керексіңдер, и все. Кеттік ары қарай. МНП үшбұрышының N бұрышының бисектрисасы МБ қабырғасын ұзындықтары 28 және 12 болып келетін. Так, қараңдар. Бізде получается үшбұрыш бар. Так. Бізде үшбұрыш бар. И қай бұрышынан бисектриса шығып тұр?
n дейтін бұрыштан шығып тұрса, мына жерге n-ді қоя салыңдар. Вот, андай бисектриса бар. Қазір, чтобы өздеріңе формуланы, то есть қасиетті жазған кезде елестету оңай болу үшін. Түсінікті ғой, иә? То есть қазір былайынан жазып қоймаңдар деп жатырмын да, мысалға m n p. Бұлай жазсаңдар да болады, қате емес. Просто қасиетті естеріңе түсіріп, кішкене қиынырақ шатасып кетулері мүмкін. Мен сол үшін мынандай лайфхакты айтамын сендерге. Үш бұрышты сыздыңдар, бисектриса қай бұрыштан шығып тұр? n бұрышынан шығып тұрса, демек мына жерге n-ді қоя салыңдар. Вот, n, бізде не бар еще? m n p деген ғой. Мына жер m, мына жер p. Мына m n p үш бұрышы осылай орналастырып қойсаңдар болады. Енді қараймыз. n бұрышының бисектрисасы бар. Міне мынау p. Так. Бисектрисасы бар. Бисектрисасын не деп алайық? О дей салайық мына жерде. Окей. Так, mp қабырғасын дейді 28 және 12 дейді. Мына жер 28, мына жер 12. Кесінділерге бөлді. mnp периметрін табыңыз. Егер mn-нен, так, mn-нен np-ны азайтсақ дейді. Так, мына жерде x деп қоя салайық, мына жерде y деп қоя салайық. Бұл жерлер бізге айтылмаған, бірақ екеуінің айырмасын айтып қойған. Міне x-тан y-ті азайтсаң дейді, 18 шығады дейді. Окей. Енді мен мына сызбаны кішкене бүйтіп кішірейтіп қоя салайын қазір. Так, біз бағана қасиетті жазамыз, балалар. Бағана қасиетті естеріңе түсіріп алу үшін, ертең ОБТ-да шатасып қалмас үшін жаңа лайфхакты сол үшін айттым. Қай бұрыштан бисектриса шықты, соны мына бұрышқа қоясыңдар, бүйтіп сызасыңдар. Енді былайынан кішкене бастарын бұрып қарайтын болсаңдар, өзі көрініп ақ тұр. Y бөлінген x міне. Y бөлінген x, мынау типі бөлшек сияқты, балалар. Y бөлінген x бізде тең болады 12-нің 28-ге қатынасына. 12 мен 28 4-ке бөлінеді, мынаған 3-тен, мынаған 7-тен келеді. Получается, y бөлінген x бізде 7-тен 3-ке тең болып тұр. Осы жерден енді пропорциямен көбейтіп жіберетін болсаңдар, 7y тең болады 3x-ке. Просто 5-ші сыныпта кәдімгі пропорция балалар, басқа артық ештеңе емес. Енді бізде тағы да не бар? Мына жерде x минус y тең 18 бар, балалар. X минус y тең 18. Осы жерден мен қазір x-ті өрнектеп алсам болады ғой, 18 плюс y болады, балалар, міне. 18 қосылған y. Осыны аламын да, мына x-тің орнына апарып қоя салам. Так, қазір егер миларың қаша болып жатса, қайталап тағы да бір айтып берем, балалар. Ойымдамаңдар. Так, мына жерге жылжыта салайын. Міне. Мына жерде x-тің орнына, балалар, мен нені қойып тұрмын? Міне, мына жерде x-тің орнына 18 қосылған y-ті қоям қазір. Сонда бізден андай теңдеу шығады. 7y тең болады 3, потом 18 қосылған y. Осы жерден 7y бізде тең болады 54 қосылған 3y. 4y тең болады 54-ке. Так, y тең болады. Екеуінде 2-ке бөліп жіберсем 27, мынау 2, 27-ні 2-ке бөлсеңдер 13,5. Яғни бала қараңдар, 54-ті 4-ке бөлеміз, 13,5 шығады. Міне, бұл қазір y-тің мәні. Y-тің мәнін енді аламда мынаның орнына апарып қоя салам, сөйтіп x шығады. Түсінбей қалсаңдар, қазір соңынан бір қорытындылап айтып берем, ойымдамаңдар. X тең болады, 18 қосылады, 13,5. Сонда бізде бұл 31,5. Енді бізден жалпы периметрді сұрап тұр. Так, бізден жалпы периметрді сұрап тұр екен, оны қайда жазамыз? Так, оны қоршап мұнда жазып қоя салайын. Периметр бізде қалай табылады? Барлық қабырғалардың қосылысымен табылады. Мына жер 12, мына жер 28. Получается, мен мынау mp қабырғасын таба аламын ғой. 12-ке 28-ді қосып жіберсем, бізде 40 шығады. 40 қосылады, 13,5 қосылады, 31,5. Так, сонда бізде дұрыс жауап бұл жерде, так, 5-5-ім 0-ге кетіп қалады, 3-ке 4, 5. Скорее всего, бізде 85 шығады, балалар, мына жерден. Егер арифметикада шатасып кетпесем. Периметр 85. Жақсы, енді бір қорытып айтайық. Қалай шығарамыз? Бірінші кезекте берілгеннің сызбасын сызып аламыз. Сызбаны сызған кезде қандай әрекет қолдануымыз керек? Бізде, скорее всего, бисектриса айтылып тұрған көріп тұрмыз. Бисектриса айтылса, демек біз бисектрисаның қасиетін жазуымыз керек. Ал бисектрисаның қасиетін естеріңе жеңіл түсіріп алу үшін, бисектриса қай бұрыштан шығып тұр? N бұрыштан шығып тұрса, n-ді тура осы жерге қойып қоя салыңдар, болды. Әрі қарай қазір берілгендер бүйтіп орындарына жазып отырсаңдар, скорее всего, есеп оңай шығып кетеді. Ал енді қараңдар, mp қабырғасының ұзындықтары 28 және 12 болып келетін кесінділерге бөлді. Міне 28, 12. По идее разница жоқ. Мына жерге 12, мына жерге 28 жазсаңдар да болады. Жауап бірдей шығады бәрібір.
кесінділерге бөледі. МНП үшбұрыштың периметрін тап. Периметрді табу үшін маған мына қабырға және мына қабырғаны тауып алу керек. Ал оны табу үшін мен не істеймін? Бисектрисаның өзі бір ғана қасиеті бар осындай. Осы қасиетін қолданамын. Мынау типі бөлшек сияқты болып тұр. Сонда мына y-тің x-ге қатынасы 12-нің 28-ге қатынасына тең болып шығады. Вот сол қатынасты міне мына жерге жаздық балалар. Сөйтіп осы жерден пропорцияны қолдану арқылы міне мына жерде пропорцияны қолдандым. Мына жерде 12 мен 28 қысқарып 7-тен 3 шықты. Y бөлінген x тең 7-тен 3-ге. Сәйкесінше пропорцияны қолданып міне 7y тең 3x дейтін өрнекті алып алдық. Что еще? Тағы да біз не істедік? Одан кейін мына жерде мына mn қабырғасынан np қабырғасын азайтсам 18 шығады дейді. Мен mn қабырғасын x деп алдым, np қабырғасын y деп алдым. Получается x-тан y-ті азайтсам 18 шығады балалар. Просто белгілеу енгізе салдым. И енді бізде балалар қараңдар 7y тең 3x дейтін теңдеу бар. X-тан y-ті азайтсам 18 шығады дейтін теңдеу бар. Былайша айтқанда теңдеулер жүйесін құрып жіберсеңдер болады осы жерге балалар. Міне 7y тең болады 3x-ге, потом x минус y тең болады 18-ге. Осы теңдеулер жүйесін шығаратын болсаңдар, сендердің x және y қабырғаларын шығады. Енді біз оны қалай шығардық? Мына жерде мен x-ті теңестіріп алдым, 18 қосылған y деп мына жерде. Сөйттім да соны мына x-тің орнына апарып қойдым. Мына жерден теңестірдім, мынаған апарып қойдым. Былайша айтқанда балалар тупо теңдеу шешу ғой, негізі теңдеулер жүйесін шешу. Осы теңдеулер жүйесін шешесіңдер, ол сендерде алгебралық тақырып, x пен y тауып аласыңдар, x қабырғасы, y қабырғасы. Бұл x, y қабырғасы бар, бір қабырғасы есепте айтылған, ол 40-қа тең, 12-ге 28-ді қосып 40-ты шығарып аламыз. Сонымен барлық сол 3 қабырғасын қосатын болсақ, бізде периметр шығады екен. Все, басқа артық ешқандай информация жоқ. ОБТ-да келген кезде қалай ойланамыз? Сызбасын сызамыз, бірінші. И нені сұрады? Периметр сұрады. Периметрді табу үшін маған қабырға керек. Ал енді қабырғаны табу үшін нені берді? Бисектрисаны берді. Болды. Біз уже бисектрисаны қолданамыз ары қарай. Бисектрисаның қасиетін жазамыз, соны өрнектейміз, и все. Енді әрине кішкене логика керек, практика керек балалар. АБЦ үшбұрышынан С бұрышы 90 градус, А бұрышы 15, АС төбірасты 3, егер С-ді үшбұрышы бисектрисасы болса, онда А-ды ұзындығын табыңыз дейді. Так, А-ны қалай табамыз? АБЦ үшбұрышында С бұрышы 90 дейді. Яғни міне С дейтін бұрыш 90, мына жер. И қалғандары А, Б бола салады. Разница жоқ. Б-ның орнына А-ны, А-ның орнына Б-ны қоя салуға да болады. А бұрышы 15 градус дейді. Мына жер 15 градус екен. Окей. АС төбірасты 3-ке тең дейді. Мына жер төбірасты 3 екен бізде. Егер С-ді, так, бізде С-ді үшбұрыштың бисектрисасы дейді. Окей. Так, мына жер бисектриса екен. Демек, мына жер 45 градус болады. Мына жер 45 градус болады. Себебі тік бұрышты деген сөз, ол бұрыштық өлшемі 90 градусқа тең. Бисектриса бұрышты теңге 2-ге бөледі, 90-ды 2-ге бөлсеңдер, каждый 45-45 тең келіп тұр. Бұл тек бисектрисада, бұны биіктікке медианаға қолданып қойып, ұрып жүрмеңдер олай болмайды жасауға. Енді А-дының ұзындығын тап дейді. Так, бізде міне мынаны табу керек екен, А-дыны. Жақсы, оны қалай табамыз? Так, бірінші мына жерде бұрыштарды анықтап алайық. Мына жер 45, 45, 90, мына жер 15 болса, демек мына жерді қалай табамын? Барлық, любой үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусты беретін. Сонда міне 180 градус, азайтылған 90 градус, азайтылған 15 градус. Тең бізде 75 градус. Получается, міне мына жер 75 градус екен. Ал енді мына үшбұрышты қарастырайық міне мынау. Осының бұрыштарын тапсақ болады, немесе мынаның бұрышын тапсақ болады, разница жоқ по идее негізі. Просто мен барлық бұрыштарды тауып алғым келіп тұр қазір. Өйткені бисектриса айтылған, бисектриса ол бұрышқа қатысты параметр. Сондықтан барлық бұрыштарды табайын деп жатырмын. Енді бізде тағы да не бар мына жерде? Так, 45-75 тауып алдық. Мынаны қалай табам? Қайтадан 180 градустан алып тастаймын 75 градусты, алып тастаймын 45 градусты. Яғни міне балалар, есімше біз мына үшбұрышпен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл бізде бір бөлек үшбұрыш. Бұл үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусты береді. Сол үшін мен 180-нен 75-ті и 45-ті алып тастаймын. Сол кезде бізде қанша градус шығады? Так, 75 азайтылған 45, ол бізде 120, так, 60 градус екен. Яғни мына жер 60 градус болып тұр. Мына жер 60 градус болса, мына жер онда 120 градус болады. По идее, оны қалай тапсаңдар болады? Міне. Мына үшбұрышты қарастырасыңдар.
180-нен 45-ті 15-ті алып тастаймыз. Сол кезде бізде міне ADC үшбұрышының ішкі бұрыштары шығады. Так, бізде бисектрисаның ұзындығы айтылмаған. Бізде все болды, шығып тұр балалар, синустар теоремасымен. Яғни міне. Так, қараймыз. Мына жерде міне бұрыштарды тауып алдым. Бұны өшіре салайын, бұл оңай балалар. Бізге қазір мына үшбұрышпен жұмыс жасаймыз, болды. Осымен жұмыс жасай алатын болсақ, есеп оңай шығып кетеді. Қараңдар, синустар теоремасы қалай біз подсказка білуіміз керек? Бізде екі бұрыш айтылып тұр ғой міне. Көрдіңдер ма? ОБТ-да екі бұрыш айтылса, уже бірден синустар теоремасы еске түсу керек. Синустар теоремасы қандай еді? А бөлінген синус альфа тең болады Б бөлінген синус бета. Жазбай қойын. Енді біз қазір былай жасаймыз міне. Бізде қабырға бар ма? Төбірасты 3 бар. Осыны жазамын. Міне төбірасты 3 бөлемін. Бұған қарсы жатқан бұрыш бар ма? Бар. Синус 120 градус. Демек синус 120 градусты жазамыз. Тең болады. Енді міне x. Бұған қарсы жатқан бұрыш бар ма? Бар. 45 градус. Получается міне синус 45 градус. Все, болды. Осымен қазір шарттаймыз есепті. Сонда бізде міне төбірастында 3 бөлінеді. Синус 120 градусты балалар төбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Бұның екісі бүйтіп мына жаққа кетіп қалады балалар. Сатыл бөлшектің ережесі бойынша. Тең болады. X бөлінеді. Төбірастында 2 бөлу 2, екісі бөлшектің алдына кетіп қалады. Яғни синус 45 градусты төбірасты 2 бөлу 2-ге тең. Ең астында тұрған екісі бөлшектің алдына шығып кетеді. 2 мен 2-ні қысқартамыз. Төбірасты 3 пен төбірасты 3 қысқарады. X-тің мәні сонда бізде балалар төбірасты 2 болады екен. Яғни чисто пропорциямен былай қарай көбейтіліп кетеді. Байқасаңдар балалар, мен алгебраға көп тоқталып жатқан жоқпын. Бұл жерде сіздер міндетті түрде геометриялық қасиеттерді үйренулеріңіз керек. Алгебралық қасиетті алгебра бәлінде үйренесіздер. Енді есеп бойынша бір қорытынды айтайық. Қалай жасадық? Бізде ABC үшбұрышы бар, С бұрышы 90 деп есепте айтқан. Сондықтан біз С бұрышын 90 қылып жаздық. Негізі ұлттық бірыңғай тестілеудің где-то бір 7% есебінде тік бұрышты үшбұрыштың тік бұрышында ол С нүктесі орналасады, С төбесі. Яғни С төбесі көп жағдайда ол 90 градус болып жүреді. По идее ол қатып қалған шарт емес, просто айтып жатырмын. Ертең егер сызбасын сызатын болсаңыздар, естеріңізде жүрсін. Сонымен С бұрышы 90 градус дейді, ал А бұрышы 15 градус дейді. Мына жер балалар ол. Потом бізде АЦ қабырғасы айтылған, міне төбірасты 3-ге тең. Және де бізде СД-ның ұзындығын, СД бисектриса деп айтқан екен, және де бізде АД-ның ұзындығын сұрап тұр, міне мынаны. СД міне бисектриса. Бисектриса деген бұрышты теңге 2-ге бөледі. Сіздер мына, так, мен бұл есепті қалай шығардым? Ең бірінші бисектриса айтылып тұрғандықтан, менде уже, скорее всего, бұрышқа қатысты бір әрекеттер болу керек. Себебі ол бисектриса дегеніміз, ол бізде не екен? Бұрышқа қатысты параметр екен. Мен сол үшін оның бұрыштарын тауып алдым. Яғни мына жер 45 градус болса, мына жер 15 градус есепте айтылса, демек мынаны қалай табамын? 180 градустан 45-ті и 15-ті алып тастаймын. Сонда бізде 120 градус шығады. Енді осы үш бұрышқа қатысты синустар теоремасын жазамын. Неге? Себебі менде екі бұрыш айтылып тұр. Екі бұрыш айтылған жағдайда біз не істейтін едік? Синустар теоремасын қолданатын едік. Сонда міне төбірасты 3 дейтін қабырғаға қарсы жатыр бізде синус 120. Ну, уже ары қарай білесіңдер, кәдімгі синустар теоремасы бір-біріне қарама-қайшылап алып аласыңдар. Все, осы жерден x-ті табатын болсам, төбірасты 2-ге тең. Ал мына жерде бұрыштарды біз тупо таба салдық, есепке қатысқан жоқ. Байде оны таппай қойсаңдар да болады. Жақсы, кеттік ары қарай. Табаны АЦ болатын тең белі ABC үшбұрышының BD медианасы жүргізілген. Так, егер ABC үшбұрышының периметрі 50 метрге тең, ABD үшбұрышының периметрі 40 метрге тең болса, медиананың ұзындығын тап дейді. Мынау, скорее всего, балалар сызбамен шығып кететін есеп. Сызбасын салайық. Так, бізде тең бүйірлі деген, балалар. Тең бүйірлі деген сөз, мына екі бүйір қабырғасы теңдей болады. Оны алдағы сабақта айтып өтем, балалар. Бүйір қабырғаның мынау екі қабырғасы тең болады. Екеуі бір-біріне тең. 5 болса, мынау да 5 болады. Бұл екеуі бүйір қабырға. Ал мынау асты, мынау табан, балалар. Мынау табаны деп аталады. Табаны, мынау бүйір қабырғасы деп аталады. Міне бүйір қабырғасы, если что. Так, все, окей. Енді біз не істейміз? Табаны АЦ дейді. Табаны деген мына жер АЦ екен, получается мына жерде Б бар. ABC үшбұрышының BD медианасы жүргізілген дейді. Медиана дегеніміз балалар не еді? Қабырғаны теңге 2-ге бөлетін параметр еді. Яғни міне теңге 2-ге бөліп тастадық. ABC үшбұрышының периметр дейді. Так, мына жерде біз А қабырғасы, С қабырғасы, Б қабырғасы деп алайық. Получается міне А плюс Б плюс С бізде 50-ге тең екен. Өйткені периметр деп айтылып тұр, сыртқы үшбұрыш, ең сыртында тұрған ABC үшбұрышының периметрі, сондықтан А плюс Б плюс С ол бізде 50-ге тең болып тұр.
Ал ABD үшбұрышы дейді. Так, балалар, мынау деген бізде медиана, если что. М деп қоя салайын, бұл бізде медиана болып тұр. Енді бізге не дейді? ABD дейді. Так, D бізде мына жер. Мында міне. ABD. Вот, мына үшбұрыштың периметрі айтылып тұр екен, балалар. Периметр айтылып тұр. Яғни, С қосылады, М қосылады. Балалар, периметр дегеніміз, ол теңдей екіге бөліп жібереді қабырғаны. Получается, мынау AD дейтін қабырға, ол мына B-ның жартысына тең болады. B бөлінген 2-ге міне. Вот, сонда осын жазам. B бөлінген 2. Тең болады, балалар, бұл бізде 40-қа. Так, үшбұрыштың медианасы 40 метрге тең. Периметр 40 метрге тең болса, VD медианасын табу керек екен. Окей. Такс, ABC үшбұрышының периметрін жаздық. Біз бұл жерде не амал жасай аламыз деген сұрақ. Ну, давайте. Біз қазір былай қарастырайық. Мына үшбұрышты сыздық, міне. Мына үшбұрыштың периметрін жаздық. Бізде енді келесі бір үшбұрыш бар ғой. Мен оны қазір жасылмен көрсетейін. Міне. Мына үшбұрыш бар. Осы үшбұрышке қатысты периметрді жазамыз, балалар. Осы үшбұрыштың периметрі. Так, бұның периметрі бізде А қосылады, М қосылады, тағы да Б бөлінген 2-ге. Тең. Енді балалар, қараңдаршы. Бүйір қабырға. Стоп. Біз бүйір қабырғаның ерекшеліктерін жазбаған екенбіз мына жерге. Қараңдар. Біз жаңа айттық қой, бүйір қабырға болатын болса, оның екі бүйір қабырғасы тең болады дедім. Получается, міне. Қазір ABC үшбұрышының периметрін жазатын болсақ, А плюс Б, ол сендерде не болады? 2А плюс Б болады. Осы бізде 50-ге тең екен. Ал енді ABD үшбұрышын табайық, балалар. ABD деген міне мынау. Вот осыныкін табатын болсақ, ол бізде так, А плюс М плюс Б бөлу 2. Тең болады 40-қа. Так, енді балалар, қараңдар. Біз қазір мына жерден ортақ бөлім беріп жібере салсақ болады. Мынау астында тұрған теңдеуге ортақ бөлім. Мынаған 2-ден берем, мынаған 2-ден берем, мынаған тоже 2-ден берем. Сонда қандай теңдеуді аламыз? Астына жазамын. 2А қосылған Б тең болады 50-ге. Ал енді астында 2А қосылған Б плюс 2М дей салайын. Тең болады, балалар, бізде 80-ге. Яғни барлығына не істедім? Ортақ бөлім бердім. Ал енді балалар, қараңдар. Біздің есепте 2А плюс Б-ның мәні бар. Мына 2А плюс Б. Орнына соның мәнін қоя саламыз. Мынау бізде, балалар, 50-ге тең. Үстіңгі теңдеуден байқасыңдар, ол міне жазылып тұр. Сонда 50 қосылады 2М тең болады 80. Осы жерден енді 2М тең болады 30-ға, сәйкесінше М-нің мәні, балалар, бізде 15-ге тең болып шығады екен. М-нің мәні 15 метр. 15 метр бізде Е нұсқасында орналасқан. Так, сонымен не істейміз? Бұл жерде, балалар, тең бүйірлі деген сөздің мағынасын бөлу керек. Екі бүйір қабырғасы бірдей дегенді білдіреді. Біз оны алда уақытта өтеміз. Осы тең бүйірлінің периметрі айтылған екен. Периметрі айтылса, демек периметрді жаздым міне. Мынау периметр, балалар. А плюс Б. Сондықтан бізде 2А плюс Б. Ол 50-ге тең. Одан кейін ABD үшбұрышы да айтылған екен. Міне мынау. BD деген бұл жерде медиана. Медиана деген теңдей 2-ге бөліп жібереді. Б қабырғасын теңдей 2-ге бөледі. Б бөлу 2, Б бөлу 2-ден. Типа 10 болса 5-5-тен бөліп жібереді деген сияқты. Сөйтіп осы ABD дейтін үшбұрыштың периметрін жаздық. А қосылады, М қосылады, Б бөлу 2 міне. Болды, әрі қарай осы жерден ақшамдадық. Яғни ортақ бөлім бердік астында тұрған теңдеуге. Сол кезде бізде 2А плюс Б дейтін өрнекті алып алдық. Ал енді 2А плюс Б дейтін ол үстінде бар ғой. Есептің өзінде ол айтылып тұр 50-ге тең деп. Сондықтан орнына апарып қойдық. Сөйттік та мынандай теңдеуді алдық. 50 қосылған 2М тең болады 80-ге. Сәйкесінше 2М тең болады 30-ға, М тең болады 15-ге. Ондай жауап Е нұсқасында орналасқан. Келесі, үшбұрыш қабырғаларының ұзындықтары 11, 12, 13-ге тең. Үшбұрыштың үлкен қабырғасына жүргізілген медиананың ұзындығын табыңыз дейді. Так, балалар, медиананың мынандай формуласы бар. М тең болады 1 бөлінген 2 түбірдің астында. Мысалға, мынау А дейтін қабырғаға түсетін болса, онда бұл былай болады. 2Б квадрат қосылады 2С квадрат азайтылған А квадрат. Міне. Медиананың, балалар, осындай формуласы бар. Бұның қорытылуы бар. Қорытылуын сіздерге бөлек видеода бір примерін айта салармын, Пока уақыттарыңызды алмай қойын. Мынау А қабырғасына түскен медиананың ұзындығын табу формуласы. Бұл тура осымен шығып кетеді.
Яғни ма тең болады 2-ден 1 және түбірдің астында 2 көбейтіледі b квадрат дейді балалар. Ең үлкен қабырғаға түсіп тұр. Яғни бұл b деген либо 11, либо 12 болады. Разница жоқ. Әйтеуір қоя саласыңдар. 11-дің квадраты деп қоя салайық, қосылады 2 көбейтілген 12-нің квадраты. И енді үшбұрыштың үлкен қабырғасы деп тұр ғой. Үлкен қабырғасы демек бізде не істейді? Азайтылып кетеді. Мұнда азайтылған 13-тің квадраты міне. Вот, осыны балалар ықшамдап есептеуіміз керек. Бұны ықшамдап есептейтін болсақ, бізде не болады? Так, түбірдің астында бізде 2 көбейтіледі 121-ге, оған қосылады 2 көбейтіледі 144-ге, азайтылады 169. Бізде 9,5 шығады екен балалар. Яғни, мына түбірдің мәнін есептесеңдер 9,5-ге тең. Так, сонымен бізде мына формуланы балалар міндетті түрде білулеріңіз керек. Медиананы табудың өз бір ғана формуласы ұлттық бірыңғай тестілеуде ең көп қолданылатыны осы. Енді мағынасы бойынша сызбасымен бір көрсете салайық. Мынау А, так, бұл емес. Мынау А қабырғасы, мынау Б, мынау С болсын. Ал мынау біздің медианамыз болсын. Вот осы медиана қай қабырғаға түсіп тұр? А қабырғасына түсіп тұр ғой. Получается, мына қалған екі қабырғаны 2-ге көбейтемін да квадраттайын. 2b квадрат плюс 2c квадрат міне. И азайтамын, осы медиана қай қабырғаға түсіп тұр? Сол қабырғаның квадратын. А квадрат. 2 көбейтілмейді балалар. 2-ге көбейтіп шатасып кетпеңдер. Болды, ары қарай осымен шығып кететін есеп. Бұл негізі балалар сіздерде косинустар теоремасынан келеді. Так. Косинустар теоремасынан келеді. Мысалға, мына жерде біз альфа деп алайық. Мынау А, мына жер Б, мына жер С болсын. Мына альфаға қатысты косинустар теоремасын жазасыздар. Сол жерден жазатын болсақ, так бізде бірінші С квадрат тең болады. А квадрат плюс Б квадрат минус 2 АБ косинус альфа болады. Енді келесі, тура осы альфа, екеуі бір альфа ғой. Я, мысалы, міне. Мына үшбұрышта, қараңдар міне, мына үшбұрышта. Мына альфа 30 градусқа тең болса, ол мына үшбұрышта да 30 градусты құрап тұра береді. Дұрыс қой, өткен қабырғалардың ұзындығын бүйтіп алыстатып, созып, жақындатқан жоқ. Сол қалпында тұр. Демек, бұрыш сақталып тұра береді. Қай үшбұрыш болса да, ұқсас үшбұрыштар. Сол үшін де біз не істейміз? Мына жерге, мына альфаға қатысты тағы да косинустар теоремасын жазамыз. Міне, мына үшбұрышқа қатысты жазамыз. Сонда бізде м квадрат тең болады, b-ның квадраты қосылады, а квадрат бөлінген 4 болады балар. Себебі мына жер а бөлу 2, мына жер а бөлу 2. М деген медиана. Медиана қабырған теңде 2-ге бөледі. Сондықтан а бөлу 2, а бөлу 2 деп жазамыз. Азайтылады 2, б қабырғасы көбейтілген а бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа. Енді балар байқасаңдар, екеуіне де бізде косинус альфа бар. Екеуіне де косинус альфа арқылы біз не істейді екенбіз? Медиананы қорытып алады екенбіз. Яғни, мына жерден екі бетінде де косинус альфаларды қалдырасына, қалған барлығын келесі бетке қарай көшіріп жібересіңдер. Міне, мынаның барлығы келесі бетке қарай көшеді. Азайтылады, бөлінеді, азайтылады, бөлінеді. Косинус альфа тең бла-бла дейтін бір өрнек, сосын астыңғы теңдеуден, яғни қызылмен жазылғаннан. Косинус альфа тең бла-бла-бла дейтін тағы да бір өрнек. Вот, екеуі де косинус альфа болып тұр, сол жерден теңестіріп формуланы қорытып алсаңдар болады. Бірақ енді оған түсінсеңдер, тема түсінбесеңдер, балалар есілчау қорытылу видеосын жіберетін болам. Ол жағынан уайымдамаңдар. Егер осы видеоны көріп отқан болсаңдар, онда өздерің қорытып көрсеңдер де болады. Тура осындай формула сіздерде шығуы керек. Қайтып жазады екенбіз. Үстінен косинусты өрнектеп аламын, астынан да косинусты өрнектеп алам. Сосын сол екі косинустың мәндерін бір-бірімен теңестіремін. Сол жерде медиананы іздесеңдер есеп шығады. Үшбұрыштың екі қабырғасы 2 және 2 түбірасты 15, үшінші қабырғасымен медианасы 4-ке тең дейді. Үшінші қабырғасының медианасы айтылған екен, үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Так, кстати, айтпақшы, мына жерде көрінді ме екен? Так, балалар, мен мына жерден камерамды бір өшіре тұрайын. Есілчі міне мынандай өрнектер бар болған. Все, давайте кеттік. Енді үшбұрыштың бізде екі қабырғасы айтылған екен. Хорошо. А, Б, С болсын. Үшбұрыштың екі қабырғасы. Так, біреуі 2, келесі 2 түбірасты 15 болсын. Үшбұрыштың үшінші қабырғасына түсірілген медианасы дейді. Яғни міне, мынау М дейтін медиана. Ол 4-ке тең екен. Окей, мынаның ұзындығы 4 екен. Үшбұрыштың ауданын тап дейді. Енді балалар қараңдар, нені сұрап тұр? Ауданды сұрап тұр. Бұрыш айтылған жоқ, биіктік айтылған жоқ. Демек, бізде не бар?
ең соңғы вариант герон бар. Геронды ғана қолдана аламыз. Геронды жазам астына. Герон бізде тең болады p' минус a, p' минус b и p' минус c. И бұның барлығы бізде түбірдің астында. Получается, бізге қабырғалар керек. Менде екі қабырға бар, үшінші қабырғасын анықтауым керек. Ал оны анықтауға нені беріп тұр? Медиананы беріп тұр. Сонымен медиананың формасын жазамыз. MA тең болады 1 бөлінген 2 түбірдің астында то есть b квадрат қосыл 2b квадрат қосылған 2c квадрат минус аның квадраты. Бұл бізде медиананың формасы еді. Енді біз осыны не істейміз? Қолданамыз. Медиананың ұзындығы есепте айтылған 4-ке тең болады. Так, 2-ден 1 көбейтіледі. Түбірдің астында 2 көбейтілген 2-нің квадраты балалар. 2-нің квадраты ол бізде 4 қосылады. 2 көбейтіледі. 2 түбір асты 15-тің квадраты. Ол бізде 60 азайтылады. Аның квадраты балалар. Так вот, сіздер осы жерден аның то есть аның мәнін анықтауларыңыз керек. Аның мәні балалар сіздерде 8-ге тең болып жатыр, скорее всего. Аның мәні балалар нешеге тең екен? Аның мәні 8-ге тең болып шығады екен. Яғни біздің мынау АС қабырғамыз 8-ге тең болды балалар. Ал енді жарты периметрді табуымыз керек. Жарты периметрді қалай табамыз? 8 қосылады 2 қосылады 2 түбір астында 15 бөлінген 2. Сонда бізде 5 қосылған түбір асты 15. Бұл біздің жарты периметріміз балалар. Болды, енді осыны геронға саламыз. S тең болады жарты периметр. 5 қосылған түбір асты 15. Бұл қазір просто мынау жарты периметр балалар. Міне мынау. Басқа артық ештеңе жазбадық. Енді осы жарты периметрден міне 5 түбір асты 15-тен 5 қосылған түбір асты 15-тен мен алып тастаймын. Міне 2 дейтін қабырғаны. Сонда бізде міне 5-тен 2 азайтылады ғой, жалпы 3 болады. Соны бірден жаза салам. Жақша 3 қосылған түбір асты 15 міне. Түсінікті шығар балалар. Не істедім? Мынау жарты периметрден просто мына 2 дейтін қабырғаны алып тастадым. Сонда 5-тен мына 5-тен 2 азайтылады, мына 2 сөйтіп 3 қосылған түбір асты 15 шығады. Келесі 5 қосылған түбір асты 15 жарты периметрден мынау қабырғаны азайтамын 8-ді. Сонда бізде не болады? 5-тен 8 азайтылып кетеді. 5-тен 8 азайтсаңдар минус 3. Получается, біз оны бүйтіп жаза саламыз. Түбір асты 15 азайтылған 3. Просто балалар қабырғаларын азайтып жатыр. Жарты периметрден 3 бұрыштан 3 қабырғаларын азайтып жатыр. Мынау 5-тен азайтылып отырады. Келесі 5 қосылған түбір асты 15-тен 2 түбір асты 15-ті азайтасыңдар. Сонда сендерде 5 азайтылған түбір асты 15 қалады. Яғни 1 түбір асты 15-тен 2 түбір асты 15-ті азайтсаңдар минус 1 түбір асты 15 қалады. Чисто арифметика балалар, басқа артық ештеңе емес. И все, осының барлығы енді бізде түбірде екен балалар. Осының барлығы түбірде. Так, сонымен 5 түбір асты 15, 5 түбір асты 15. Ең шеткі екеуіне қарайтын болсаңдар, нені байқап тұрсыңдар? Қысқаша көбейту формасы балалар. 5-тің квадратынан алып тастаймыз түбір асты 15-тің квадраты. Яғни 25-тен 15-ті азайтасыңдар ғой. 25-тен 15-ті азайтатын болсақ балалар, бізде 10 қалады. Так, мен қазір камерамды өшіре қояйын, сіздерге көрінбей қалады. Мына екі жақшадан, мына ең шеткі екі жақшадан 10 шықты. Қысқаша көбейту формасымен ашылып балалар. А плюс Б, А минус Б. Қалай болып ашылатын еді? А квадрат минус Б квадрат болып ашылатын. Сондықтан 5-нің квадратынан түбір асты 15-нің квадратын алып тастаймыз. Көбейтіледі. 15-тен азайтам 9-ды. Ол бізде 60 болады. Түбір асты 60, ол 2 түбір асты 15 болады балалар. Мына жерде 10 мен 6-ны көбейтсеңдер 60 қой. 60 деген ол 2 түбір асты 15. Ондай жауап бізде В нұсқасында орналасқан. Так, сонымен бұл есепте біз нені білуіміз керек? Нені сұрады? Соның формасын жазамыз әдеттегідей. Кешегі сабақта оны айтқанбыз. Бірінші бізден ауданды сұрады. Демек мен ауданда қандай формулаларын есіме түсірем? АБ синус альфа бөлу 2, аша бөлінген 2 және де герон. Енді АБ синус альфаны қолданайын десем бұрыш айтылмаған, ашаны қолданайын десем биіктік айтылмаған. Геронда уже бізде ең последний вариант осыны қолданамыз. Енді геронның формуласын жазамыз. Бізге не керек? Бізге 3 қабырғасы айқын болу керек. Бұл жерде енді 3-ші қабырға айтылмаған, қалған 2 қабырғасы бар. Бізде осы 3-ші қабырғаны анықтауға не берілді? Бізде берілді медиана 4-ке тең деп. Демек мен медиананың формуласын жазам. Себебі медиана осы 3 қабырға арқылы өрнектеледі. 3 қабырғаның екеуі бар. Медиана бар.
Демек осы жерден мына теңдеуден екі бетін квадраттайсыңдар. Бұл кәдімгі иррационал теңдеу балар, оны өздерің білу керексіңдер. Аның мәнін тауып аласыңдар, аның мәні 8-ге тең болып шығады. Мына жерден екі бетін бүйтіп квадраттап аласыңдар балар. Екі бетін квадраттайсыңдар, түбір кетіп қалады. И все, әрі қарай барлығын бір бетке жинақтап отырасыңдар. Сөйтіп аның мәні 8-ге тең болып шығады. Аның мәнін тауып алдыңдар. Міне мынау. Асы, яғни мына қабырғаның ұзындығы 8-ге тең болып шықты. Осы жерден енді жарты периметр тауып аламыз. Сөйтіп геронға саламыз барлығын. Қабырғаларды жарты периметрден шегеріп тастап отырасыңдар. Сөйтіп енді түбірдің астына қарайтын болсаңдар, қысқаша көбейту формасына ұқсап тұр екен міне. Мына екеуі барлығы қысқаша көбейту формасына ұқсап тұр. Қысқаша көбейту формасымен ашып келіп, түбірдің астында 60 деген өрнекті аласыңдар. Ол сендерде 2 түбірасы 15-ге тең. Ондай жауап В нұсқасында орналасқан балалар. Келесі есеп. Такс. Бізден еді үшбұрыштың ұзындықтары 3 және 4 болатын екі медиана тік бұрыш жасап қиылысады. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Вот, енді балалар қараңдар. Мен сіздерге жіберген формула жинақтың ішінде медиананың мынандай қасиеті бар еді. Бізде былайынан медианалар қиылысатын болса, мәссаған чуть-чуть келіңкіремей қалды, кешірім сұраймын, то есть. Бұлай болсын. Такс. Вот. Байқасыңдар, балар неше бөлік шықты? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлік шығып тұр. Медианаларды балар біріншіден теориялық сұрақтарды бір айта кетейік. Бірінші білу керек ақпарат. Медианалардың қиылысу нүктесі М1, М2, М3, яғни 3 медиана бір-бірімен қиылысатын болса, осы қиылысқан нүкте бізде үшбұрыштың ауырлық центрі деп аталады. Ауырлық центрі. Ал егерде биіктіктер қиылысатын болса, 3 биіктік бір-бірімен бүйтіп қиылысады, 3 биіктік бір-бірімен қиылысқан кезде, вот сол 3 биіктіктің қиылысу нүктесі ортоцентр деп аталады. Ортоцентр деп аталады. 3 биіктіктің қиылысу нүктесі ортоцентр деп аталады. Келесі бисектрисалардың қиылысу нүктесі бар, оны интоцентр деп айтады. Интоцентр. Бірақ енді ұлттық бірыңғай тестілеуде бисектрисалардың қиылысу нүктесі деп келмейді. Скорее всего, сендерде келеді медианалардың қиылысу нүктесі не деп аталады? Үшбұрыштың ауырлық центрі деп аталады. Биіктіктердің қиылысу нүктесі ол ортоцентр деп аталады. Все, бірінші теориялық сұрақ осы медианаларға қатысты. Келесі, екіншіден медианалар мына қиылысты қоя, қараңдар міне 3 медиана қиылысып тұр міне. Мына медиана қиылысты, мына медиана и потом мынау қарамен тұрған 3 медиана қиылысты. Осылардың бұрышына жақын орналасқан бөліктері міне. Мына байқасыңдар, каждый медиана 2-ге бөлініп тұр ғой міне. Мына жерге дейін 1 бөлік, мына жерде 1 бөлік. Тура солай басқа медианаларды 2 бөлікке бөлінген. Вот, енді осының именно мынау бұрышына жақын бөлігі, ол сендерде 2х қатынасында болады, мына жер 1х болады. Яғни 2-нің 1-ге қатынасында бөлінеді. Мына жерде А деп алайық, қиылысу нүктесі О болсын, мына жерде АО-ның ОД-ға бөліндісі 2-нің 1-ге бөліндісі. То есть тура осы қатынаста сақталады, и ол барлық медианаға жүреді балар. Түсінікті ма? АО-ның, так, мына жерде Б дей салайық, мына жерге С дей салайық. АО-ның ОД-ға қатынасы, так, мына жер Е болсын, мына жер F болсын. БО-ның ОЕ-ге қатынасы, және де мынау СО-ның ОФ-ге қатынасы. Осының барлығының қатынасы 2-нің 1-ге қатынасындай, яғни 2 бөлі 1. 2х 1х болып бөлінеді. Үлкен бөлігі бұрышқа жақын орналасады. Міне 2х 1х болып бөлінді, ол қайсысы үлкен? 2х үлкен. Осы 2х байқасыңдар, міне бұрышына жақын орналасып тұр міне. Бұрыш жағында орналасқан бөлігі 2х болып жазылады. Так, одан кейін тағы да енді үшінші қасиеті бар балар. Бұл жерде үшінші теориялық сұрақ болып келуі мүмкін, ол аудандар. Мынаның біреуінің ауданын табатын болсаңдар, 6 бөлікке бөлінді, дұрыс па? Міне 6 бөлік. Мына жерде міне мынау 1 бөлік, мынау 2-ші бөлік, 3-ші бөлік, 4-ші бөлік, 5-ші бөлік, 6-ші бөлік міне. Осы 6 бөлік бар. Осы 6 бөліктің біреуінің ауданын тауып оны 6-ға көбейтсеңдер, жалпы үшбұрыштың ауданы шығады. Яғни S1 тең S2 тең S3, тең S4 тең S5 тең S6. То есть барлық аудан, 6 бөліктің аудандары бірдей болады балар. Аудандары бірдей болады. Және біз осының әйтеуір біреуін тауып алып оны 6-ға көбейте салсақ, жалпы үшбұрыштың ауданы шығады балар. Жалпы ең сыртында тұрған үшбұрыштың ауданы шығады. Вот осындай 3 теориялық сұрақ бар, медианаларға қатысты, бұны біле жүріңдер.
Так, мыналарды өшіре салайық. Хоп, кеттік. Енді сызбаны қайттан салайық. Бізде үшбұрышта екі медиана не істеген екен? Қиылысқан екен. Олар қандай болып қиылысқан? 90 градус болып қиылысқан міне. Мына жер 90 градус екен. Жақсы. Бізде енді үшбұрыштың ауданын сұрап тұр ғой. Получается мен не істей салсам болады? Мына жерден бүйтіп үшінші медианнан жүргізе саламын. Қанша бөлік шықты? 6 бөлік шықты. Осы 6 бөлікті мен 6 бөліктің біреуін табамын. Ауданын сөйтіп соны 6-ға көбейтсем, жалпы бізге керекті мынау ABC шығады балалар. ABC. Үшбұрыш ABC. Осының ауданы шығады екен балалар. 6 бөліктің біреуінің ауданын табамын да, соны 6-ға көбейтіп жіберемін. Сол кезде бізде жалпы үшбұрыштың ауданы шықты. Жақсы, енді біздің мақсатымыз бір үшбұрыштың ауданын табу керек. Ол үшін бізге не керек болып тұр? Мына жер керек и мына жер керек балалар. Ал енді бұлар не? Бұлар бізде медианалар. Так, бұлар бізде медианалар, я? Так, біз қазір бұлай жасаймыз, қараңдар. Мына жер балалар 2х болып бөлінеді, мына жер 1х болып бөлінеді. Мына жер 2х болып бөлінеді, мына жер 1х болып бөлінеді. Біз қазір мынау және мына үшбұрыштың ауданын таба салсақ жеткілікті. Так, міне, мына үшбұрыштың ауданын тапсақ жеткілікті балалар. Бұл үшбұрыштың ауданын табу үшін бізге не керек? Арасында бұрышы бар, 90 градус балалар. Өйткені бізге айтты, медианалар тікбұрыш жасап қиылысады деді. Міне мынау М1, мынау сендерде М2. М1, М2 ол сендерде не істеп тұр? М1, М2 тікбұрыш жасап қиылысып тұр. Демек бізде не болып тұр екен? Арасында бұрышы, арасында бұрышы 90 градус болып тұр екен. Енді осы үшбұрышқа қатысты ауданның формуласын жазатын болсақ, АБ синус альфа дейтін форма бар емес па бізде? Так, АБ синус альфа дейтін форма бар. Енді кешірім сұраймын, мен кішкене ойым бөлініп кетті. Так, бастан бір келейік. Бізде балалар не бар? Бізде медианалар бар. Медианалардан қиылысып тұр. Қиылысқан кезде олар екінің бірге қатынасына бөлінеді дедік. Так вот, енді маған бір үшбұрыштың ауданын тауып алсам и оны 6-ға көбейтсем, менде жалпы үшбұрыштың ауданы шығады. Одан бөлек үшбұрыштың медианалары тікбұрыш жасап қиылысып тұр, 90 градус. Яғни міне, мынау бірінші медиана, мынау екінші медиана. Бұл екеуінің арасы 90 градус екен. Әрі бұлардың ұзындықтары берілген. Біз олардың қандай қатынасты бөлінетінін білеміз. Сәйкесінше қазір мына жерді О деп алайық, мына жер Е болсын, мына жер бізде Д болсын. Біз қазір мына үшбұрышта қарастырамыз. Б, О, Е. Міне Б, О, Е дейтін үшбұрышта қарастырамыз балалар. Осы жерде енді бізде О, Е және де О, Б дейтініміз бұлар катет болып тұр, әрі олар медиананың қатынастары болып тұр. Так, сонымен бір қатынас балалар бізде 4 болып бөлінген, бір қатынас 3 болып. Так, то есть бір медианың ұзындықтары. Соны қазір біз жазамыз балалар. Мына камераны өшіре салайын. Так. Так. Мына жерде мына медиананың қазір балалармен қатынаста ұзындығын жазатын болам. Бұл қандай қатынаста бөлінеді? 2х-тің 1х-ке қатынасында бөлінеді. Міне 2х плюс 1х. Осы бізде неге тең болып тұр? 3-ке тең болып тұр деп алайық. 3-ке тең. Осы жерден х тапсаңдар 1-ге тең болады. Сәйкесінше біздің мына қабырғамыз 2-ге тең болып тұр, міне мына жер. Ал мына бөлігіміз 1-ге тең болып тұр балалар. Ал бұл БО қабырғасы 2-ге тең болып тұр екен сонда міне. Енді келесі тура осылай біз мына қабырғаны анықтап аламыз. Мына медиананың қабырғаларын анықтап, қатынастарын анықтап аламыз. Ол жерде де дәл жаңағыдай мына 2х қосылған 1х деп аламыз. Өйткені барлық медиана осы қатынаста бөлінеді. Бұл бізде 4-ке тең болып тұр. 4-ке теңестірем, х-ті табатын болсам, х менде 4 бөлінген 3-ке тең. Получается, менің мына жерім ол 4 бөлінген 3 болып тұр екен балалар. Все бітті. Енді осы екеуі арқылы мен үшбұрыштың ауданын табуым қажет. Екі қабырға арқылы. Оны біз білеміз. S тең болады 2-ден 1. Бір қабырғасы 2, келесі қабырғасы 4 бөлінген 3. Көбейтеміз балалар арасында бұрыштың синусына. Мына жер 90 градус. Есепте тікбұрыш жасап қиылысады деген синус 90-да балалар 1-ге тең. 2 мен 2-ні қысқартамыз, получается бізде 4 бөлінген 3. Енді балалар біз бір үшбұрыштың ауданын тауып тұрмыз, міне. Мынаның ауданын тауып тұрмыз. Осыны қазір енді мен 6-ға көбейтуім керек. Так, мына жерге жазайын қорытындысын. 4 бөлінген 3 көбейтілген 6. Сонда бізде жалпы 8 шығады.
Осы шыққан 8 біздің есептің шешімі болады екен балалар. То есть бұл есеп негіз балалар қысқа шығады. Тағы да кешірім сұраймын. Жаңа менде орта жағына кішкене ойын бөлініп кетті. Сол үшін ұзақ болып кетті мына есеп. Қазір қысқа нұсқа бір айтып кетейін. Жалпы медианалардың теориялық 3 қасиетін айтып өттім. Вот сол 3 қасиетті қолданамыз. Бірінші, кез келген медиана қиылысқан кезде 3 медиана бір-бірімен қиылысқанда бізде 6 бөлік пайда болады. Сол 6 бөліктің каждайының ауданы бір-бірімен тең. Получается, мен бір ауданды табып, оны 6-ға көбейтсем, жалпы үшбұрыштың ауданы шығады. Енді маған бір үшбұрыштың ауданын табу қажет екен. Яғни міне мен қосалқы 3-ші медиананы жүргіздім. 6 бөлік пайда болды. Енді осы бір үшбұрыштың ауданын табуым қажет. Оны табу үшін маған осы үшбұрыштың қабырғалары қажет болады. Ал ол қабырғалар бізде медианалардың қатынастары болып тұр міне. Медианалар міне мыналар. Осы екеуінің қатынастары. Бұл медианалар еще бізде тік бұрыш жасап қиылысады балалар. Сол үшін біз мына жерге тік бұрышты үшбұрышты салдық. Міне. Мына жер тік бұрыш болып тұр. Енді сызбадан кішкене ұқсап тұрған жоқ, бірақ енді мағынасын түсініп алсақ болды. Енді біз жаңа қасиеттерді айтқан кезде медианалар екінің бірге қатынасында бөлінеді дедік. Бұрышына жақын бөлігі 2 болады, төменгі бөлігі, яғни бұрышына алыс бөлігі ол сендерде 1 болады. Сонда 2х 1х. Енді осының әрқайсысын жеке-жеке ұзындықтарына теңестіріп аласыңдар. 2х 1х 3-ке тең, 2х 1х 4-ке тең. Осы жерден х-тарды анықтап аласыңдар. Сөйтіп, мына қатынаста орындарына апарып қоя саласыңдар, болды. Сендерде разница жоқ. Мынаны 3 деп аласыңдар ма, или 4 деп аласыңдар ма? Мынаны 3 деп аласыңдар ма, 4 деп аласыңдар ма? Разница жоқ. Әйтеуір қатынасқа қойған кезде дұрыстап қойсаңдар жеткілікті. Барлығынан бірдей жауаптар шығады. Сөйтіп, мына жер 2х, сәйкесінше біз бұны 3 деп алдық қой. Міне ұзындығы жалпы мынаның ұзындығы 3-ке тең. Ол 2-ның бірге қатынасында бөлінсе, получается міне мынаның ұзындығы 2 болады. Келесі біз мынаны ұзындығын 4-ке тең деп алдық. Оны 3-ке тең деп алсаңдар да болады, кішкене өзгешелеу жауаптар шығады бірақ. Мынаны балалар біз не деп алдық? Ұзындығын 4-ке тең деп алдық. Міне 2х 1х 4-ке теңестіреміз. Сәйкесінше x 4/3-ке тең. Мына жер 4/3, яғни мына жер балалар сендерде 2-ке тең болып тұр. Ал енді осы үшбұрыштың ауданын табуымыз қажет. Арасында бұрышы белгілі, қабырғалары бар. Демек біз а синус альфа бөлу 2-ні қолданамыз. 2-ден 1 көбейтілген қабырғалары және арасында бұрыштың синусы. Бұның арасы балалар 90 градус. Қайталап айтам, себебі есепте тік бұрыш жасап деп есепте бізге ескертіп қойған. Синус 90-да 1-ге тең, получается міне 2-ден 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3-тен 4 көбейтілген 1, жалпы бізде 3-тен 4 дейтін жауап шықты. Енді осы 3-тен 4 балалар менде мына бір үшбұрыштың ауданы. Міне мынаның ғана ауданы болып тұр. Мен осыны 6-ға көбейтсем, жалпы мына үшбұрыштың ауданы шығады. Сондықтан 3-тен 4-ті 6-ға көбейтсем 8 шықты, демек есептің шешімі 8-ге тең екен. Бұл медианалардың қасиеттеріне қатысты берілген. Келесі, қабырғалары 20-20-24 см үшбұрышқа іште салған шеңбердің радиусын тап дейді. Енді балалар қараңдар. Жалпы кез келген үшбұрышқа іштей шеңбер сызатын болсаңдар, камераны қоса салайын. Іштей шеңбер сызатын болсаңдар, ол сендерде мына формамен анықталады. Аудан бөлінген жарты периметр. Бұл дұрыс үшбұрыш болса да, қабырғасы әртүрлі үшбұрыш болса да, тік бұрышты болса да, білмеймін, любой үшбұрышқа мына форма орындалады. Главный шеңбер үшбұрыштың ішінде орналасуы қажет балалар, міне. Вот, осы кезде біз ауданын жарты периметрге бөлсек, мынаның несі шығады екен, балалар, радиусы шығады екен, міне. Осы радиус шығады. Жақсы. Енді мына жерді өшіріп тастай салайын қазір. Бізге балалар ауданды тауып алу керек. Ол үшін қабырғалар айтылған. Біз ауданды немен табамыз? Қабырғалар ғана айтылған кезде геронмен табамыз. Жарты периметр, азайтылған жарты периметрден бір қабырға и так далее кетеді. Геронды уже жаттап алған шығарсыңдар. Сонымен бізге жарты периметр керек екен. Жарты периметрін табатын болсақ, 20 қосылған 20 қосылған 24 бөлінген 2. 64-ті 2-ке бөлеміз, балалар бізде 32 болады. Жарты периметр 32-ке тең екен. 32 көбейтіледі. 32-ден 20-ны азайтам. 12, тағы да 20-ны азайтам. Тағы да 12 көбейтем. 32-ден 24 азайтам. 8. Сонда 12, екеуінен біреуі шығып кетеді. 32, 8. Так. 32-ні 8-ге көбейтетін болсақ, бізде қалай жасалсақ болады? 256, ол деген бізде 16 болып шығып кетеді. Так, 16 болып шығады. 12 мен 16-ны көбейтсек, бізде 192. Все, 192 бізде аудан болып тұр, балалар. Мәнін орнына қоямын. Жарты периметр. Міндетті түрде жарты периметр болу керек. Жарты периметр балалар бізде 32-ке тең болып тұр.
Все болды, енді осыны ықшамдап алатын болсаңдар, ол сендерде 6-ға тең болып шығады екен. Яғни радиусы балалар 6-ға тең. Все, есептің шешімі шықты. Яғни бізде нені сұрады? Шеңбердің радиусын сұрады. Қандай шеңбер? Іштей сызылған шеңбер. Іштей сызылған шеңберде өзі аудан бөлінген жарты периметр. Мынау универсал формула. Осыны ғана біліп жаттап жүрсеңдер болады балалар. Қалғандарын осымен қорытып ала саласыңдар, керек формулаларыңды. Сонымен міне ауданды тауып аламыз герон арқылы, себебі 3 қабырғадан басқа информация жоқ. Сондықтан геронды қолданамыз. Сөйтіп аудан 192-ге тең болды. Жарты периметр 32-ге тең. 192-ні 32-ге бөлсеңдер, бізде іштей сызылған шеңбердің радиусы шығады. Мынау кез келген үшбұрышқа орындалатын формула. Главный шеңбер іштей сызылу керек үшбұрышқа. Келесі. Енді бізде балалар мынандай үшбұрыш бар екен бұл есепте. И бұл шеңберге іштей сызылған. То есть үшбұрышқа, міне үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер деп тұр. Ол міне былай, иә? Так вот, енді біз қазір не істейміз? Бізде мынандай универсал формула бар. ABC бөлінген 4S. Бұл ABC бөлі 4S. Осы формула бар. Бұл тік бұрыштыға да орындалады, дұрыс үшбұрышқа да орындалады, және де қабырғасы әртүрлі үшбұрышқа да орындалады. Мына формула. Және бұдан бөлек бізде тағы да мынандай формула бар еді, егер естеріңде болса. Синустар теоремасын жаздық қой біз. А бөлінген синус альфа тең болады Б бөлінген синус бета тең болады С бөлінген синус гамма. Бұның барлығы екі еселенген радиусқа теңесе алатын. Біз оны жалпыланған синустар теоремасы деп кешегі өткен екінші сабағымызда айтып өткенбіз. Сонда енді балалар қараңдар. Бұрыш айтылса, қабырға айтылса, бірденнен синустар теоремасын қолданасыңдар. Бұрыш айтылды, қабырға айтылды, радиус сұралды. Бұрыш, радиус, міне, бұрышпен радиусты байланыстыратын бірақ формула бар. Бұрышпен радиусты байланыстыратын бірақ формула бар. Ол сендерде міне синустар теоремасы. Мына екеуін алып бір-біріне теңестіре салсаңдар жеткілікті балалар. Ал мынау ең үстінде тұрған ABC бөлі 4S, ол сендерде любой үшбұрышқа орындала береді. Мынаған да орындалады, просто біз кішкене ұзақ жолмен кетіп қаламыз. Қысқа жолмен бару үшін синустар теоремасын қолдансаңдар жеткілікті. Сонымен А бөлінеді. То есть былай ғой, міне сызбасымен сызып көрсететін болсақ, бізде мынандай үшбұрыш бар, сыртында шеңбер бар. ABC. А бұрышы 30 градус дейді, ал BC 6-ға тең деп тұр міне. Біз бірден синустар теоремасын қолданамыз. 6-ның синус 30 градусқа қатынасы ол екі еселенген радиусқа тең бола алатын. Оны жаңа жазып көрсеттік. Бізге осы жерден радиус тапсақ жеткілікті. Сонда 6 бөлінген синус 30 градуста балалар 2-ден 1-ге тең. Бұның мынау астында тұрған екісі үстіне көтеріліп кетеді. Сатылы бөлшектің ережесі бойынша тең екі еселенген радиус. 2 мен 2 қысқарады, радиусты табатын болсаңдар радиус 6-ға тең. Оны жоқ, бізде Б нұсқасында орналасқан. Яғни бір ғана форманы білу керексіңдер. А бөлінген синус альфа тең болады 2 еселенген радиус балалар. Яғни бұл синустар теоремасынан келеді. Сонымен есепте радиусты сұраса, бұрыш айтылса, болды. Бір ғана формула естеріңе келу керек. Ол сендерде синустар теоремасы. Все, одан басқа бізде басқа формула жоқ. Сырттай шеңбер сызылса, іштей сызылған шеңберде бізде балалар ішінде бұрыш айтылмайды. Ол кезде біз синустар теоремасын қолдана алмаймыз. Егер іштей сызылса, шеңбер үш бұрышқа іштей сызылса. Бірақ бұл жерде шеңбер үш бұрышқа сырттай сызылып тұр, демек біз синустар теоремасын қолдана аламыз. Ол орынды. Жақсы, келесі. Қабырғалар 5-4-3 метр болатын үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңдар дейді. Так, енді балалар байқасаңдар, бұл жерде не жоқ? Бұрыш айтылмаған. Ал енді бұрыш айтылмаған болса, онда біз не істейміз? ABC бөлінген 4S-ті қолданамыз. Үш қабырға айтылған, одан басқа информация жоқ. Демек біз ABC бөлінген 4S дейтін форманы қолданып, радиусты анықтайды екенбіз. Мынау тік бұрыштыға да, тең бүйірліге де, қабырғасы бірдей үш бұрышқа да, қабырғасы әртүрлі үш бұрышқа да орындала беретін формула. Сырттай шеңбер сызылған кезде. Так, сонда R тең болады 5 көбейтіледі 4 көбейтіледі 3 бөлінген 4 көбейтілген S. Ал енді балалар S ауданды қалай табамыз? Ауданды табу үшін әрине герон. Одан басқа бізде вариант жоқ. Жарты периметр тауып аламыз. 5 қосылады, 4 қосылады, 3 бөлінеді 2-ге. 12-ні 2-ге бөлеміз 6. Жарты периметр 6-ға тең екен. Получается, 6 көбейтіледі. 6-тан бірінші қабырғаны азайтамын. 1 болады, 6-тан екінші қабырғаны азайтамын. 2 болады, 6-тан үшінші қабырғаны азайтамын. 3 болады. Мұнау бізде балалар түбірден 6 болып шығады екен. Яғни аудан 6-ға тең. Бұнда орнына апарып қоямыз міне. 4 пен 4-ті қысқарта салайық. Мұна 2 қысқарады 2. 5-тің 2-ге қатынасы. Ол бізде балалар 2,5.
все, онда жауап бізде е нұсқасында орналасқан. Өте жеңіл, кәдімгі қарапайым бір ғана формуламен шығады. Балалар, сонымен бір қорытынды айтайын. Егер сіздерде шеңберге қатысты формулалар жаттау керек болса, екі ақ формуланы жаттап алсаңыздар жеткілікті. Қандай формулалар? Аудан бөлінген жарты периметр. Бұл іштей сызылғандікі. Бұл универсал. Любой үшбұрышқа бұл орындалады. Кез келген үшбұрышқа біз оны орындай аламыз. Келесі, егер де сіздерде сырттай сызылатын болса, онда АБЦ бөлінген 4S. Бұл да любой үшбұрышқа орындалады. Екі ақ формуланы жаттап алу ол қиын емес деп ойлаймын. Осы екеуін жаттап алсаңыздар, қалғандарына просто қорытып алып шығарсаңыздар болады. Қорыту жолын ертең тақырыптарды өткен кезде айтып өтемін. Сөйтіп енді біз не істедік? S тең болады, бла-бла-бла деп жаздық. Яғни Геронның формуласын қолдандық балалар, өйткені бізде басқа вариант жоқ. АБЦ бөлінген 4S. Бізде қабырғалар бар, ауданды табу керек. Тек қана қабырғалар арқылы ауданды табу үшін Герон қолданамыз, басқа вариант жоқ. Сондықтан аудан 6-ға тең болды, жарты периметр таптым. Енді орындарына апарып қойсақ, жалпы есептің шешімі 2,5-ге тең болып шығады екен. Вот осы. Келесі, үшбұрышқа қабырғалары 6, 9, 11 іштей дөңгелек салынған дейді. Яғни 6, 9, 11 дейтін қабырғалары бар, үшбұрыш бар бізде, и соның ішіне іштей дөңгелек сызылған екен. Үшбұрыштың қабырғалары жанасу нүктелерімен бөлінген. Барлық 6 бөліктің ішінен кішісінің ұзындығын тап. Енді балалар, қараңдар, сендерде мынандай ереже бар. Біз оны ертең шеңберді өткен кезде толық бір айтып өтеміз. Бізде мынандай шеңбер бар, дөңгелек бар. Осының сыртында үшбұрыш бар екен. Так. Міне. Так, мына жерді бүйтіп А деп қоя салайын. Мына жер Б болсын, мына жер С болсын, разница жоқ. Ал енді қараңдар, жанасу нүктесі дегеніміз міне мына жер, мына нүктелер міне. Мыналар балалар жанасу нүктелері. Енді сендерде мынандай қасиет бар. Мына аралық X болса, тура осы мына аралықта X болады балалар сендерде. Бұл сондай өзінің қасиеті. Яғни жанасу нүктелерінен бір нүктеден екі жанасу нүктесі бүйтіп пайда болатын болса, онда оған дейінгі арақашықтықтар тең болады. Бір нүктеден екі жанасу нүктесіне біз бара аламыз. Сәйкесінше оның аралықтары не болады? Бірдей болады. Мына жер X болса, демек мына жер X. Мына жер Y болса, мына жер Y. Мына жер мысалға Z болса, онда мына жерде балалар сендерде Z болады екен. Вот, жанасу нүктелеріне дейінгі арақашықтықтар қандай болады? Бірдей болады. Бір нүктеден шығатын болса. Енді бізде олардың қабырғалары да айтылған. Мына қабырғасы, мына қабырғасы есепте толығымен айтылған. Получается, біз енді мынандай теңдеулер жүйесін құрады екенбіз. X-ке Z-ті қосамын. X қосылған Z. Осыны мына үш қабырғаны әйтеуір біреуіне теңестіремін. Допустим, 6. Келесі. Y-ке X-ті қосамын. Бұны әйтеуір біреуіне теңестіре саламын. Допустим, 9. И тура солай Y қосылған Z ол бізде 11-ге тең. Міне. Осы теңдеулер жүйесін шешуіміз керек. Осы теңдеулер жүйесін шешетін болсақ, балалар қалай шешсек болады? Бір-бірінен азайтып жіберсеңдер болады. Мысалға мен мынау бірінші теңдеу мен екінші теңдеу арқылы жұмыс жасаймын. Осы екеуін бір-бірінен алып тастайтын болсам, X-тан X азайтылады, жойылып кетеді. Z азайтылған Y бізде -3-ге тең болады. Ал бізде ең астында тағы да бар ғой, Y пен Z-ті байланыстыратын. Z-ке Y-ті қоссаңдар, ол сендерде 11-ге тең болады. Осы жерден енді Z-ті тауып алатын болсақ, ол бізде 4-ке тең. Яғни 11-ге 3-ті қосамыз, 11-ге -3-ті қосамыз 8, Z-тен 2 бар, 8-ді 2-ге бөлеміз 4. Ну, былайша айтқанда просто теңдеулер жүйесі. Z-тің мәні 4-ке тең болды. Енді Z-тің мәні 4-ке тең болатын болса, қалғандарды тауып алу оңай ғой. X-тің мәні 2-ге тең болады, Y-тің мәні ол бізде 7-ге тең болады. Просто теңдеулер жүйесінен бірден тауып ала саласыңдар. Ол оңай балалар. Сонымен енді бізге нені сұрап тұр? Ең кішісінің ұзындығын сұрап тұр. 6 бөліктің ішінен кішісінің ұзындығы. Кішісі 2. Получается, есептің шешімі е нұсқасында орналасқан екен. Сонда сендер бұл жерде нені білу керексіңдер балалар? Бұл жерде сендер білулер керексіңдер. Жанасу нүктесінен арақашықтықтар бірдей болады. Мына арақашықтық пен мына арақашықтық бірдей. Бір нүктеден шығатын жанасу нүктелерінің арақашықтықтары бірдей болады. Осыны біліп аласыңдар. И сосын уже кішкене логика қоссаңдар, мынаның ұзындығы бар, мынаның ұзындығы бар, и мынаның ұзындығы бар. И олардың бөліктері де бар. X, Z, Z, Y, X. Осы, X-ке Z-ті қоссаңдар, ол әйтеуір бір қабырғасының ұзындығын беріп тұр бізге. Y-ке Z-ті қоссаңдар, келесі бір қабырғасының ұзындығын береді. Y-ке X-ті қоссаңдар, басқа бір үшінші қабырғасының ұзындығын береді. Вот, осы нәрсені біз математикалық тілде өйстіп жазып алдық та, теңдеулер жүйесін шештік. Сол кезде бізде 7, 4, 2 дейтін жауаптар шықты. Соның ішінен ең кішісін ала саламыз.
Өйткені бізден кішісінің ұзындығын сұрап тұр. Ол бізде 2-ге тең, сәйкесінше жауап 2-ге тең болады екен. Онда жауап е нұсқасында орналасқан. Келесі. Бұл бізде предпоследний есеп. Үшбұрыштың екі қабырғасы түбірасты 13 және түбірасты 10, үшінші қабырғасы өзінен түсірілген биіктікке тең, үшбұрыштың үшінші қабырғасын табыңыз дейді. Окей. Так. Мына жерді А, Б, С деп қоя салайық. Мына жер балалар түбірасты 13-ке тең екен, ал мына жер балалар бізде түбірасты 10-ға тең екен. Ал үшінші қабырғасы өзіне түсірілген биіктікке тең дейді. Яғни, бізде мына жерде бүйтіп H дейтін биіктік түсетін болса, мынаның ұзындығы осы H-ға тең болып тұр ғой балалар. Енді бізден үшбұрыштың үшінші қабырғасын сұрап тұр. Бізден осы H-ты немесе AC қабырғасын сұрап тұр, екеуі бір нәрсе енді. Оны қалай табамыз? Так, енді қараңдар. Мына жерде биіктік түсті, биіктік түскен кезде AC қабырғасы нешеге бөлініп тұр? 2 бөлікке бөлініп тұр. Мына жерді X деп алайық, мына жерді Y деп алайық. Немесе мына жерді X деп алсақ, мына жерді не деп ала аламыз? H азайтылған X деп ала аламыз ғой. Типа мысалға, өздерің ойлап көріңдер. Бір пример келтірейін. Мына жер, допустим, бізде 10 болсын. Мына жер 4 болсын. Мына жер 6 болады. Қақтан таптыңдар оны? 10-дан 4-ті азайтып таптыңдар. Вот тура сол нәрсені просто әріптерге қатысты жазып отырмыз қазір. Мына жер бізде H, мына жер X болса, енді мына бөлігі не болады? Ұзындығы осы H-тан X-ті азайтқанға тең болады. Енді балалар қараңдар, бізде тікбұрышты үшбұрыштан екеуі бар. Міне біреуі тұр. Осыған қатысты Пифагор формуласын жазам. Пифагор бізге не дейді? Катеттерін квадраттап қоссаң, ол сендерде гипотенузаның квадратына тең болады дейді. Яғни h квадрат қосылған h минус x-ның квадраты тең түбірасты 10-ның квадратына. Түбірасты 10-ның квадраты ол 10-ның өзін береді. Енді мен қазір міне мына үшбұрышқа қатысты да не істеймін? Тікбұрышты үшбұрышқа қатысты тура осы Пифагор формуласын жазам. Сонда менде h квадрат қосылған x-ның квадраты тең болады 13-ке. И осындай теңдеулер жүйесі шығады балалар. Все, бұл теңдеулер жүйесін шығарыласыңдар деген ойдамын. Теңдеулер жүйесінен h-тың мәні 3-ке тең болып шығады, x-тің мәні балалар 1-ге тең болып шығады. Расында да орнына қойып өздерін тексеріп көресіңдер болады. Так, стоп. Бізде мына жерде кішкене бір қателіктер кеткен секілді. Так. Стоп. X-тің мәні 2-ге тең болып шығады балалар. Все. X-тің мәні 2-ге тең. Орнына қойып тексеріп көрсеңдер де болады. H пен X-тің орнына қойып. Жақсы, енді бізге жалпы нені сұрады? Үшінші қабырғасын сұрады. Үшінші қабырғасы H, H-тың мәні 3-ке тең. Все, есеп шықты. Ондай жауап бізде А нұсқасында орналасқан екен балалар. Сонымен бұл есепті ұбт-да келген кезде қалай шығарамыз? По идее қиын негізі. С деңгейінен алынған есеп балалар. Бірақ ұбт-да келген бұл есеп. Үшбұрыштың екі қабырғасы берілген. Просто сызбасын сызып аламыз бірінші и биіктікті түсіреміз. Осы жерде биіктік 90 градус болып түсетінін ұмытпауымыз керек. Биіктік 90 градус болып түседі. 90 градус болып түседі. Енді осы 90 градус болып түсті. Одан кейін балалар кішкене енді логикалық қабілеттерің дамыған болу керек. Себебі мына бөліктерді бірдей етіп жазып алуларың маңыздырақ. Егер оны бірдей етіп жазбасаңдар, онда есептерің шықпай қалады. Мысалға, мына жерде мен x деп алсам, мына жерде h минус x деп алдым. Яғни екеуін бір-біріне ұқсатып алдым. Болды, осы жерге дейін егер логикалың жетсе, ары қарай easy по идее. Екеуіне де Пифагорды қолданасыңдар екі үшбұрышқа да. И сол теңдеулер жүйесін шешетін болсаңдар, h-тың мәні 3-ке тең, x-тің мәні 2-ге тең. Бізден h-тың мәнін сұрап тұр. Яғни міне. Мынаның ұзындығын сұрап тұр ғой. Ол бізде 3-ке тең болып тұр. Онда жауап А нұсқасында орналасқан екен. Келесі есеп. Бұл бізде балалар последний есеп, соңғы есеп. Так. Бізде 1 сағат 18 минут болыпты. Окей, супер. ABC үшбұрышында А бұрышы айтылған, AC айтылған екен, AD қабырғасы айтылған. Жоқ, AD бисектриса. Үшбұрыштың өзге екі қабырғасын табыңдар дейді. Хорошо, енді қараңдар. Бізде бұл есеп бисектрисаға қатысты. Так, сызбасын сызып көрсетейін. ABC. А бұрышы балалар 120 градус дейді. AC қабырғасы 20-ға тең екен. AD 12-ге тең, 12,5-ке тең дейді. Так. Бұл жер балалар бізде бисектриса болып тұр. Үшбұрыштың өзге екі қабырғасын тап. Яғни бізге мынаны табу керек и мынау BC-ны табу керек балалар. Так. Жақсы. Біз бұл жерде не істей аламыз? Біз бұл жерде так. Бисектрисаның формуласын жаза аламыз, кстати. Бисектрисаның формуласы бар. Қандай формуласы бар? L тең болады. Так.
2 АБ косинус альфа бөлінген 2 астында А плюс Б. Есілчі балар, мен ол форманы сіздерге үй жұмысын орындаған кезде де беріп қойғанмын. Ол сіздерде мына жерде тұр. 2 АБ косинус альфа бөлінген 2 астында А плюс Б. Осы формула ең көп қолданылатыны осы формула балар. Немесе мына формула. Бірақ енді бұл қазір үстін бояғаным. Бұл көп қолданылмайды. Но бірақ енді біле жүріңіздер, сіздерге кеп қалып жатса. Ең көп қолданылады осы 2 АБ косинус альфа бөлі 2 и бөлшектің бөлімінде А плюс Б. Осы формула ең көп қолданылатыны. Жақсы, енді есебімізге оралайық. Ең соңғы есепке келдік біз. Такс. Қазір 1 минут. Так, окей. Осыған енді ораламыз. Бізде балар бисектрисаның ұзындығы есепте айтылған 12,5-ке тең. Орнына мәндерін қоямын. Бір қабырғасы 20, қосамын Б. Одан кейін 2 көбейтіледі 20, көбейтілген Б көбейтіледі. Енді балар альфа бөлінген 2. Мына жер өзі 120 градус болса, мен сол 120 градусты 2-ке бөлем. 120-ні 2-ке бөлсек 60, получается косинус 60 градус деген сөз. Ал енді косинус 60 градуста ол бізде 2-ден 1-ге тең. Сразу орнына мәндерін қоя саламын. 0,05. Все, енді біз балар осы жерден b-ны тауып алуымыз керек. Осы жерден b-ны табатын болсаңдар, b-ның мәні сендерде 100 бөлінген 3-ке тең болып шығады міне. Мына жер мысалға 100 бөлінген 3-ке тең. Біз осы жерді тауып алдық. b деген осы жер балар. Мына қабырғасы емес есілші b. Ол міне. Осы мынау бисектриса шыққан бұрышты құрайтын екі қабырғаның біреуі. Бисектриса шыққан бұрыштың құрайтын екі қабырғаның біреуі. Бағана айтқанымды сызбамен көрсетіп жатырмын, если что. Все, 100/3 біреуін тауып алдық балалар. Енді мен есеймін, мына жерді қазір өшіремін. Бұл уже бізге керегі жоқ. Бұны өздеріңіз конспект жасап алыңыздар. Бір қабырғасын тауып алдық. Мынаны өшіріп тастайын. Енді балар қараңдар. Бұрыш біреу, қабырға екеу, скорее всего. Мына жер балалар бізде 60 қой қазір. Қызылмен жазып көрсете салайын. Мына жер 60 градустан келеді, мына жер тоже 60 градустан келеді. Неге? Себебі бұл бізде тік бұрышты, бисектриса деген бұрышты теңге 2-ке бөледі. Енді осы жерде балалар біз қазір не істейміз? Мына жерді и мына жерді анықтап алуымыз қажет. Яғни BD-ны және DC-ны анықтап алсаңдар, сендер уже есепті шығардыңдар. Оны анықтау үшін нені қолданамыз? Әрине косинустар теоремасы балалар. Косинустар теоремасы бойынша x-тің квадраты тең болады. Бізде міне 12,5-тің квадраты, яғни міне мына қабырға. Если что, балалар косинустар теоремасын мына үшбұрышқа қатысты қолданасыңдар. Осыған қолданып болғаннан кейін мынаған қатысты қолданасыңдар. Сонымен 12,5-тің квадраты қосылады 20-ның квадраты, азайтылады 2 көбейтілген 20 көбейтілген 12,5 көбейтіледі косинус 60 градус. Косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Енді келесі y квадрат тең болады. Бұл жерде енді 100 бөлінген 3-тің квадраты қосылады 12,5-тің квадраты, азайтылады 2 көбейтілген 100 бөлінген 3 көбейтілген 12,5 көбейтілген косинус 60 градус, яғни 2-ден 1. Все болды балалар. Сіздер қазір енді x-ті және y-ті тауып аласыздар да. X-тің мәні шығады, какой-то бір өрнек, и y-тің мәні шығады, какой-то бір өрнек. Сосын сол x-ке y-ті қоса саласыздар. X-ке y-ті қосатын болсаңыздар, балалар сіздерде 140 бөлінген 3 дейтін жауап шығады екен. Мына y-тің мәні балалар сіздерде 32 бөлінген 5 беді, или 37 бөлінген 2 меді, мен нақты ұмытып қалдым, примерно сол жауап шығады. Мынақта x-тің мәні 131 бөлінген 1 болып шығады. Но енді бұл жер балалар числа арифметика. Қосу квадратта, оны өздеріңіз білесіздер деген ойдан уақыттарыңызды алмай қойын. Онсыз да 1,5 сағат уақыттарыңызды алып отырмын қазір. Сөйтіп x пен y-ті қосатын болсаңыздар, сіздерде міне 140 бөлінген 3 шығады екен, мына қабырға. Сонда болды, бізге осы екі қабырғаны сұраған балалар, ол 100 бөлінген 3 және 140 бөлінген 3 Б нұсқасында орналасқан екен, құрметті оқушылар. Так, все балалар, бізде осымен қазір есеп аяқталды. Сабақты соңына дейін көрдіңіздер деген ойдамын. Кішкене шатасулар үшін кешірім сұраймын әрине. Бұл бізде геометрия курсының 3-ші бөлімі болды. Бұйырса, енді келесі бөлімде біз қысқа нұсқа айтатын боламыз. Қандай тақырыптарды? Дұрыс үшбұрыштарды және тең берілі үшбұрыштарды. Осы екі тақырыпты біткеннен кейін, екі тақырыпты мен бір видеода айтып өтемін. Біз уже параллелограммды бастаймыз. Параллелограммның 4 бұрыштар: квадрат, ромб, трапеция. Осы төртте біткеннен кейін шеңберді біткеннен кейін бір қайталау жасап аламыз дағына.
уже біз стереометрияға қарай көшіп кетеді екенбіз, құрметті оқушылар. Все, қатысқандар үшін көп рахмет. Балалар, келесі сұрақтарда аман сау жүздескенше сіздерге қайырлы білім болсын. Үй тапсырмаласын міндетті түрде орындаңыздар, дұрыс жауаптармен тексеріп отырыңыздар. Все, давайте, пока-пока барлықтарыңызға.